жобасының фрегаты әкелер форумына қош келдіңіздер. Форумымызды әуезді әнмен бастасақ, ортада дарын хорының орындауында әке, ана әні қошеметпен қарсы алайық.
тақырыбында әңгіме өрбітіп пікір алмасатын боламыз. Ендеше шарамызды салтанатты түрде ашып беру үшін алғашқы сөз кезегі Жаңаөзен қалалық мәслихатының төрағасы Байжанов Халық мырзаға беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік, құрметті ағайын, бүгінгі шараға қатысушылар, бүгінгі қаламызда әкелер форумы дейтін шара өтіп жатыр. Соған енді мен де шақырылғасын келдім. Бүгінгі шарамен енді баршаңызды қалалық мәслихат депутаттарының және өз атымнан шын құттықтаймын. Енді бұл дейтін өзекті мәселе деп ойлаймын. Әке, бүгінгі күннің қалай айтсақ болады, батыры десек болады. Осы отбасын қазақта айтады ғой, елі болады десең, бесігін сөйлейді. Сол барлығы ұрпақтан басталады, бұл ешқашанда кеш емес, жаңа келген ұрпаққа. Енді бүгінгі қоғамымыздың трагедиясы менің ойымша, мына жастардың, кейбір жастардың бетін алып қалсын, кейбір жастардың әкесіз қалуы, әкесіз өтуі. Былай айтқанда тірі жетті дейді қазақта. Әкесі бар, басқа жақта немесе басқа шаруалармен жағында жүргенде. Сол балалардың болашағы қалай болмақ. Енді аш бала мен тоқ бала ойнамайды дейді қазақта. Сол айтқандай отбасы түгел адамдар, оның жаңағы әке бола жүріп па, дұрыс әке болып жүріп па, қазіргі өздерің білесіңдер, осы жерде өткен адам жоқ, осы өзен адамдары, ақсақалдарымыз отыр. Мен өзі әке-шешеме тәте апа дейді. Қазір мен балаларым маған әке-шешем, анашым дейді. Мысалға да оның барлығы ар жақта идеологиялық мәнілер, бізді ешкім үйреткен жоқ, қорқытқан жоқ. Бұл ар жақта кейбір шалды сыйлау, сол үлкен ағаларын сыйлау, сол үшін папа мама деп айта алмайтынбыз. Қазір енді дұрыс та шығар бір жағынан, бірақ анашым, әкешім былай бақта жағында өте керемет сөздер, бірақ соның арасында біздің қаншама ағаларымыз бар, апаларымыз бар деген сияқты, оларға да біз құрмет. Бүгінгі форумда тек айтып қана қоймай, үшінші жиналып отырған еліміздің жанашырлары, азаматтары, біраз жігіттерді көріп отыр, таныс жігіттерді. Осы жерде мәселені біз ертең осы платформаны әке болу мектебін қалай қалыптастырамыз заманауи. Баяғыда Әбіш Кекілбаев айтады ғой, білекпен күшке сенген заманда есімде жібермедік, білімге сенген заманда қап қалып жүрмедік деген сияқты. Сол айтқандай біздер дейтін қазір жаңа форматта не істеуіміз керек. Баяғыда батырлар болса, билер болса, қазір енді көбейді. Бұрын енді айтады, бір ауылдың ағайындары болса, мысалы үшін бір неден рудан келетін болса, соған сәлем ететін едік дейді. Бұл не деген сөз? Қазір ойлап қарасам, бұл кезде аз екенбіз біздер. Қазір Аллаға шүкір, Құдай түсінбесін. Қазір көбейдік, тіпті ру болып бөлінген тақта-тақтаға да бөлініп болып кетті, жайлары болып келгеніміз барлығымызға білесіз. Ол да жақсылықтың нышаны. Сол себепті мына әке болу, балаға тәрбие беру, айтады ғой, мықты еркектің артында бақытты әйел болады деген сияқты. Әйелдің де рөлі осы бала тәрбиесіндегі үлкен маңызды рөл деп есептеймін, ананың рөлі. Сол себепті бұл жерде тек біреудің айтқанымен емес, біздер өзіміздің жалпы менталитетіміз бойынша, өзіміздің керемінше қалай қалыптастырамыз, қалай өсіреміз, әке қандай болу керек деген сияқты, сондай жақсы үйлермен болайық дейтін тілегім. Келесі сөз кезегін Жаңаөзен қалалық аналар кабинеті қоғамдық қорының төрайымы Болатбаева Бектес ханымға береміз. Бүгінгі біздің мақсатымыз әке отбасының тірегі деген, ол бірінде әрбір отбасында әкесі бар, бала жау жүрек дейді. Сондықтан да әрбір әке баласының жау жүрек болғанын, баласының өзінің ертең өскен кезінде сіздерге пана мен дана болғанын, жақсы азамат болғанын, жақсы оқығанын барлығыңыз қалайсыңыздар. Сондықтан да бүгінгі осы кездесуде алған түйіндіңізді, жүрген жеріңізде айтып жүрсеңіздер, кішілерге, өзіңізден кішілерге ақыл беріп жүрсеңіздер, осындай отбасын сақтау, отбасындағы баланы деген бақытты етіп өсіру, барлығы осы ер азаматтардың қолында, сіздердің қолыңызда. Біз әйелдер сіздерге қараймыз. Қазіргі кезде әйелдердің рөлін жоғары көтеріп, ол дұрыс емес. Әйелдер деген бірінші ер азамат, ал ер азаматтың артынан еретін әйел, ақылын тыңдайтын, бірақ отбасында ошақты шайқалмайтындай, отын жағып отыратын, дүниеге ұрпақ әкелетін ол біз әйелдерміз. Сондықтан да деген әкелердің орны бөлек екенін мағынасын бүгін біз сіздерге білдіргіміз келеді. Тағы да қайталаймын, бүгінгі алған түйінімізді, бүгінгі алған деген бір азғантай болса да өзіңізге бір жақсы әңгімені жүрген жеріңізде, той садақаларда, кездескен жеріңізде, жұмысыңызда
жолыңызда отырғанда әңгімелескенде жастарға айтып жүрсеңіздер, біз деген бірлікте әрқашанда ел боламыз. Себебі өсіріп жатқан балаларымыз біздің болашағымыз, біз соларға қараймыз. Қазір егерде біздің заманымыз болса, жұмыс жасап табыс тауып отырса, ондай артымыздағы өсіп келе жататын бізге жақсы өмір сыйлайтын, бізге жақсы мемлекет сыйлайтын, бізге жақсы дәрігер, жаңағы инженер, әкім, президент сыйлайтын біздің ұрпақтарымыз. Сондықтан да бірлікте барлығымыз осы тәрбиені қолдап тәрбие берейік өз балаларымызға. Әке тек қана баласына бере алатын жақсы тәрбие дейді. Дүние болсын, алып берген нәрсеңіз болсын, оның барлығы өтеді кешеді. Ал бірақ тәрбие өмір бойы сол баланың мойнына сіңіп, сіздің ұрпағыңызды жалғастырады. Қош келдіңіздер. Әке отбасы тірегі тақырыбында өтетін форумға арнайы Астана, Ақтау қалаларына шақырылған спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Мұхтаров Аманғали Хамилуллаұлы, Өркен балалардың әл-ауқатын арттыру ұлттық ғылыми-практикалық институтының ғылыми жетекші қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты. Шәкизат Қаратайұлы, Сені мен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілі. Дарбулова Несір Терекбайқызы, Жаңаөзен қалалық сотының судьясы. Алмажай Қожаңызы, Шахмардан Есенов атындағы кәсіби технологиялар және инженерлік университетінің педагогика кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, гештальт-терапевт, психосоматолог. Қонақтарымызды сыйлық орындарына жайғастық. Енді форумның негізгі бөліміне өтсек, әке ұрпақтың панасы, үйдің басшысы әрі тәрбиешісі. Ол тек бір отбасының ғана емес, ауылдың, рудың қамқоршысы, ел анасы. Отбасында әкенің орны бөлек. Әке сол шаңырақтың бар ауыртпалығын көтеріп, асырап бағуда да, жақсы тәлім тәрбие беруге де міндетті адам. Бала анасынан мейірімділік пен даналықты сіңірсе, әкесінен өжеттілік, батылдық сияқты қасиеттерді бойына сіңіріп өседі. Ал бақытты әке болудың кілті неде? Бұл тақырыпты кеңінен тарқату үшін сөз кезегін Аманғали мырза сізге береміз. Ал қайырлы күн, құрметті форумға келушілер. Бүгін енді мені таныстырып кетті ғой, таныстырмай ақ қояйын. Бүгін осы Маңғыстау киелі өңір ғой, 362 әулиеге мекен болған киелі өңірде кәрі Каспийдің жағасында осындай бір әке отбасының тірегі тақырыбында үлкен форумда бас қосып отырғанымызға қуаныштымын. Енді менің айтпағым бүгін бақытты әке болудың кілті. Осы тақырыпта аз-маз ой бөліспекшімін. Әрине, бір өкініштісі, жалпы енді әкелердің бәрі бақытты әкелер өте көп. Баласына оң жол көрсетіп жүрген, баласының басындағы қиындықты шешіп жүрген, баласының өмірден өз орнын, жолын табуға көмектесіп жүрген әкелер көп. Енді бір өкініштісі, осындай жиындарға сондай жақсы әкелер келеді де, ал баласына көмектеспейтін, баласымен тіл табыса алмайтын, баласының мәселесін шешуге көмектесе алмайтын адамдар келе қоймайды. Енді осы жағы кішкене қынжылтады. Жалпы бақытты әке болудың кілті мынандай, бірінші мынау, екінші мынау, үшінші мынау деп ешкім санамалап бере алмайды. Оны әрбір әке өзі баласының мінезіне, баласының жан дүниесіне, жүріс-тұрысына қарап өзі бір шешім шығарады. Бірақ дегенмен де кейбір мәселелерді айта кеткенді жөн көріп тұрмын. Келесі слайд. Жалпы енді бұндай бірақ мәселе бар. Әке мен баланың арасындағы бір түйткілді шешілмей тұрған мәселелер бар. Мына әңгімемді мына бір психологтың зерттеуімен бастағым келіп тұр. Бір психолог балабақшаға барып, жаңағы
бір тренинг жүргізеді ғой жұмыс. Сонда анаңның рөлін сомда дегенде қыздардың барлығы анасының рөлін ешқандай қиналмай сомдап берген. Сосын енді ұлдарға айтса, әкеңнің рөлін сомдай ғой десе, ұлдардың ешқайсысы көнбейді, ешқайсысы келіспейді. Содан жалынып жүріп, бір баланы көндіріп, ал енді ойнай ғой десе, жаңағы бала шығып барып диванға жатып алды. Пульт әкеліп беріңдер, су әкеліп беріңдер, телевизорды қосыңдар, кітап әкеліп беріңдер, ананы әкеліп беріңдер, мынаны әкеліп беріңдер. Мына тура суреттегідей диванда жатып алған ғой. Ойын біткенше. Бұл нені көрсетеді? Бұл қазір қоғамда мынандай бір пікір қалыптасқан. Әке добытчик дейді, әке асыраушы дейді да. Әке тек асыраушы емес, бұл асыраушылық әкенің бір 15-20% міндеті. Ары қарай бұл баласына тәрбие беруге міндетті. Мына қоғамда бір қалыптасқан сөз бар ғой, адам ағаш өсіру керек, ұрпақ қалдыру керек, тағы бір сондай не бар. Мен айтар едім, әке отбасын құру, бала сүю және ол баласына жақсы тәрбие беруге міндетті. Және осы жауапкершілік тек қана әкелердің мойнында болу керек. Енді осы мәселеге келесі слайд. Мынау шұбарғалымыз жылжымаса сөзден тоқтап қалады екенсің. Енді осы мәселеге әлем қалай қарайды? Әлемнің 78 елінде әкелерге декреттік демалыс беру мәселесі қарастырылған. 1974 жылы Швецияда басталған бұл. Содан кейін Ресейде, Белоруссияда, Финляндия, Испания сияқты алпауыт мемлекеттердің барлығы өздерінің заңдарына, оның ішінде біздің Қазақстанда бар, осындай өзгеріс енгізген. Енді қарап отырсақ, мына Швецияда әкесіне кемінде бір ай декреттік демалыс беру міндеттелген. Ал Финляндияда әкелердің 66% жаңағы декреттік демалыс алады. Испанияда 10 апта көлемінде айлығы 100% сақталып, жаңағы әкелерге декреттік демалыс береді. Енді біздің елімізде де бұл заң бар, бірақ біздің елімізде кішкене жаңағы кімнің айлығы көп, осы қаржы мәселесіне қарай ойсақ. Негізі бұл мәселенің астарында не жатыр? Оның астарында қазір Европада да, біздің тіпті Қазақстанда да жаңағы жастар ата-аналарымен бірге тұра қоймайды. Өздері бөлек тұрады. Келіншегі босанды, ол өзін күте ме? Ол бүкіл сүйегі бәрі босап тұрмайды ол келіншектің бала туғаннан кейін. Ол өзін күте ме? Жоқ, баласына қарай ма? Мінекей осындай кезде ең болмағанда бір ай, ең болмағанда 2 ай әкелері қасында болып, жаңағы келіншекті күту керек қой. Мына бірінші басшылар, әрбір ұйымда первый руководитель бар ғой. Мінекей осылар келіншегін босанды деген адамды шақырып алып, жас жігітті. Одан сұрау керек, ай, сенің келіншегің босанып жатса, сенің шешең болмаса келіншегінің анасы сенің келіншегіңді күте ме? Баға ма? Деп. Жоқ десе, онда өзің ең болмағанда бір ай демалыс алда бар келіншекті бақ деу керек. Мінекей сол кезде бірінші басшы айтып жатса, ол бізге заң сияқты. Сөйтіп, біз бір жағынан ананың тәрбиесіне көңіл бөлеміз. Қазақта қалжа деген бар. Біздің қазақтың дәстүріне кері оралсақ бар ғой, біздің бүкіл проблема шешіледі. Қазақта қалжа деген бар. Бұны бір адамдар айтады, жаңағы қыздың, келіншектің ата-анасы әкеледі дейді. Негізі қазақтың дәстүрінде, қазақтың салтында оны жаңағы әйелдің күйеуі баланың әкесі. Және ол қозы бағлан емес, кәдімгі құнан қойды сойып беріп, келіншегін күту керек. Сонда міне туа сала әкенің мойнындағы міндет келіншегінің жағдайын жасау, баланың жағдайын жасау деген. Екінші, енді қазір біздің әйел келіншектерімізді біз дұрыс күтпейміз босанғаннан кейін. Баяғыда қазақтар атасы мен енесі кәдімгі киізге орап қойып, 40 күн шілде терін шығарып, оны күтетін еді. Содан кейін біз кітаптан оқып таң қаламыз, ойла көшіп тапқанда туып кіндігін кесіп кете береді екен деп. Әрине, егер әйелді сөйтіп күтсе, ол бірінші баланы туғанда екінші, үшінші, төртінші, бесінші баланы тууға да керек қой. Міне осы себепті әкелер жаңағы осы мәселеге жақсы қарау керек деп ойлаймын. Енді осы әкенің тәрбиесіне біздің ғұламалар
не айтты? Мына Жүсіп Баласағұн деген үлкен ғұлама, 9-10 ғасырларда өмір сүрген, Хас Қажып деген аты бар, яғни қазіргі тілмен айтқанда премьер-министр. Сол кісінің Құттыбілік деген үлкен кітабы бар. Былайша айтқанда тәрбие құралы жаңағы кітап. Сол жерде айтады, бейбастақ қып өсірселдің қылығын кінәлі әке жазығы жоқ ұлының дейді. Сонда біздің баламыз алдымыздағы бала тәрбиесіз болса, көргенсіздеу болса, әдепсіз болса, оған кінәлі әке. Дейді, әке көрген бұл әкедей болады, нені ексең, жерден соны орасың дейді. Яғни бұл жерде айтып тұрғаны, әке дұрыс қылығын көрсетсе, бәріміз білеміз бе, бала біздің қылығымызды қайталайды. Егер біз жақсы нәрселер жасасақ, ол баланың бойына жақсылықтың, жақсы дүниенің дәнегін егеміз. Екіншіден мына мақалдар, әке асқар тау, сайына қарай саласы, әкесіне қарай баласы, әке балаға қарыз, бала балаға қарыз деген мақалдар көп. Енді оны ашып жатпай қояйын. Қазақтың мықты ақыны бар, Мағжан Жұмабаев деген. Сол өзінің педагогика еңбегінде Иранның бір мақалын келтіреді. Иранның мақалы былай дейді: кері қайтарасыз ба? Бала істеген жауыздықтың жазасын тәрбиеші көтерсін дейді. Ал адамның бас ұстазы, бірінші тәрбиеші ол ата-ана ғой. Екінші, жаңада осы жерде ойна неде роликте шығып тұрды, мынандай сөз бар: әкелі бала жау жүрек, жиын тойға барады, төрден орын алады дейді. Енді бұны әлеуметтік желілерде Бұхар жыраудың сөзі деп жүр, Бұхар жыраудың ма, басқаныкі ма, бірақ өте әдемі сөз. Енді осы жерде әкелі бала жау жүрек деген, ол әкесі бар бала деген сөз емес. Ол әкенің тәрбиесін көрген бала деген сөз. Мына жерде айтады, жиын тойға барады, төрден орын алады. Әкесі бар бала, әкесін арқаланып жүгіріп барып төрге отырып ал деген сөз емес. Ол әкесінің тәрбиесін көрген бала, егер әкесі баласына шежірені үйретсе, жет атасын үйретсе, нағаштар туралы айтса, ата-бабаларының қандай болғанын айтса, мына жақын жуық ағайын туыстардың кімдер екенін айтса, ол барған жерінде үлкен адамдарға осы әңгімені дұрыстап айтып бере алса бала, оны мынау бір көргенді бала екен, мынаның болашағы бар екен, мынау өзіміздің жиен екен деп төрге шығарады. Мінекей осы. Енді бұның жалғасы бар. Әкесі бала су жүрек, жиын тойға барады, босағада қалады дейді. Егер әкесі жаңа дүниелердің бұл жерде жетім баланы айтып тұрған жоқ. Жаңа әкенің тәрбиесін көрмесе, әкесі жаңағыдай дүниелерді айтпаса балаға, ол барақта ешкіммен сөйлесе алмайды. Сөйтеді де ешкім оны елемейді, босағада қалады. Келесі. Енді уақытым бітіп жатса, қызық болмай бара жатса, тоқтатасыздар ғой. Екінші, енді бұндай мысалдарды ата-бабаларымыздың тарихынан, әлемдік өркениеттен бұндай мәселелерді жүздеп мыңдап келтіре беруге болады. Ол қиын емес. Ең қиыны бүгін баламызды қалай тәрбиелейміз деген нәрсе. Біз баламызға ең алдымен заманға лайық тәрбие беруіміз керек. Мысалы, ата-бабаларымыз қазір мынандай бір нелер бар. Кесе төгуді үйретейік балаға, киіз басын үйретейік. Ата-бабаларымыздың келе жатқан дәстүр, оны ұмытуға болмайды. Жалпы мен қыздарымыздың кесе төгкеніне, ұлдарымыздың қамшы өргеніне, тағы басқа мәселеге қарсы емеспін. Мейлі үйренсін. Бірақ бүгінгі балаға одан да керекірек дүниелер бар ғой. Неге соны үйретпейміз? Сол заманға, қазақ айтады, заманың тазы болса, заманың түлкі болса, тасы болып шал дейді. Бұл барлық мәселеде біз осыны ұстануымыз керек. Бүгінгі балаға керісінше машина айдауды үйретсек, бүгінгі балаға әлеуметтік желіде өзінің парақшасын қалай жүргізуді үйретсек, бүгінгі балаға көшеге шыққанда үлкен адаммен қалай сөйлесуді, болмаса әртүрлі подъезде бір қиын жағдай болып қалғанда өзін қалай ұстау керек, соны үйретсек, ол бала үшін пайдалырақ болмай ма деп ойлаймын. Сол себепті біз жаңағы баламызды өзінің заманына лайық тәрбие беруіміз керек қой. Бүкіл әлем ғарышқа ұшып жатқанда біз әлі күнге жаңағы кестемізді, әлі күнге соны айтып жүреміз ба деген ой келеді кейде. Екінші, жалпы оны мен үйреткенге қарсы емеспін, бірақ одан да маңызды, одан да керекірек дүниелерді көбірек назар аударсақ деген ой ғой. Енді осы
жаңағы балаға қандай тәрбие беру керек дегенде, мына дүниелерге, мына бала тәрбиесінде әкеге жұмсақтықта, қаталдықта керек дегенді баса айтқым келеді. Қазір әлеуметтік желілерде айтады, әке мейірімді болу керек, әке жұмсақ болу керек дейді. Енді мейірімді болған жақсы, жұмсақ болған жақсы, бірақ баланы бетімен жіберуге болмайды. Ол дым жұмсақтық баланы бетімен келеді де ертеңгіні бағындыра алмай қаласыз. Керек жерінде әкеге қаталдықта керек. Қазақ айтады, баласы тек көрмеген, иті кет көрмеген дейді. Бала тек болмайды деген нәрсені білу керек. Екінші, әке баланың қателіктеріне түсіністікпен қарау керек. Баланың қателік жасағаны ол үйреніп жатыр деген сөз бала өмірде. Психологтар айтады, адам дейді, жұмыртқаны қуыруды үйренгенде дейді, ол 2 рет күлдіріп алмай, үйрене алмайды дейді. Сонда балада бірнеше рет қателік жасайды, сөйтіп ол тәжірибе жинайды. Сонда баланың қателігіне біз түсіністікпен қарауымыз керек. Және қазір балалар деген кішкене қиындау ғой. Кейбір бала әдейі қателік жасауы мүмкін. Әдейі қисық жасауы мүмкін. Әке оны ажырата алады ғой. Енді ондай жағдайда ойлану керек әке. Келесі мәселе, бала психикасын дұрыс қалыптасуына толық жағдай жасау керек. Мына туғаннан бастап 5 жасқа дейін баланың психикасы қалыптасады екен. Бұл мәселеге біздің ата-бабаларымызда өте мұқият қараған. Қазақта сөз бар, балаңды 5 жасқа дейін патшаңдай сыйла дейді. Мінекей, енді бұны қазіргі психологтарға жоққа шығармайды. 5 жасқа дейін біз жаңағы не істеуіміз керек? Баланы ашуландырмауымыз керек, ызаландырмауымыз керек, баланың уақытымен ұйықтауына назар аударуымыз керек. Еркелетеміз деп түнімен телефон қаратқан негізі дұрыс емес. Оның дұрыс тамақтануына, сосын көретін мультфильмдері, ойнайтын ойындары, оқитын кітаптарына назар аударуымыз керек. Біз осы мәселеге көп назар аудармаймыз. Кеше өздеріңіз білесіздер, Алматыда 2 бүлдіршін, кіп-кішкентай қыз секіріп дүниеден өтіп кетті. 7-ші класс деген сәби ғой, былайша айтқанда. Ал соларды қарасаңыз, оқитындары шетелдің әдебиеттері, көретіндері аниме, ол да шетел. Мінекей, біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптемей, біз неге өзіміздің балаларымызға ертөстікті, өзіміздің балаларымызға таусоғарды, таусоғар деген кейіпкер бар бізде. Анау халықтан естігем сол таусоғарды. Анау жел аяқты, тағы да басқа, тау көтерген толағайды үлгі етпей, біз тәрбие мәселесінде толық тәрбие бере алмаймыз баламызға. Ол анимені жапонның балалары жақсы түсінуі мүмкін. Дораманы кәрістің балалары жақсы түсінуі мүмкін. Ол біздікі емес қой. Ана балапан арнасы деген бар, қазақша жүріп жатыр деп қуанамыз. Жарысынан көп аударма. Ал сол аударма арқылы біз өзімізді, балаларымызды ұлттық құндылықтардан былайша айтқанда алыстатамыз. Сол себепті балаларымыз не оқып жатыр, қандай ойын ойнайды, осыны біз назарда ұстауымыз керек. Келесі, жаңағы 5 жасқа дейін айтып қой, қанымды патшаңдай күт деп. Сосын әр жағында бар, 15 жасқа дейін құныңдай жұмса дейді. Егер біз баланы 5 жасқа дейін тек демей, еркелетіп жіберсек, 6 жастан бастап біз оны жұмсай аламыз ба? Тыңдамайды ғой. Сол себепті бұл, былайша айтқанда, жапондар мен қазақтардың бала тәрбиесіне көзқарасы бірдей. Жапондар да солай, 5 жасқа дейін. Бірақ оларда 5 жасқа дейін бала өсіп келе жатқанда, егер баланың бір қылығы ұнамаса, оған ренішті көрсетеді. Сөйлеспей қояды, ренжиді, әйтеуір қалай да көрсетеді. Бірақ енді қағып жіберу деген жоқ. Ол енді қазақтың да тәрбиесінде болмаған баланы қағу деген, ол енді совет үкіметі кезінде келген дүние ғой. Ал енді 6 жастан бастап құлыңдай жұмса деген, ой, мынау рахат болды, енді бүкіл жұмысты босқан істетемін деп те қарамау керек. Ары қарай осы кезде еңбекке баулу бұл баланы. Құрал жабдықтармен қалай жұмыс істеу керек? Қай жұмысты қалай істеу керек? Қазір мысалы шурпагер, перфоратор, тағы да басқа әртүрлі құралдар бар ғой енді. Мінекей осылармен қалай осының бәрін балаға үйрету керек осы аралықта 16 жасқа дейін. Сөйтіп осы 2 кезеңнен баланы жақсы алып өтсеңіз, болды, ары қарай бала өз бетімен өмір сүріп кетеді. Келесі, баланы дамыту орталықтарына, үйірмелерге, секцияларға бару керек. Баланың бойында қандай да бір қабілетті көрсеңіз, соны дамыту керек. Қазір позитивті ата-ана деген ұғым бар. Позитивті әке
баланың қандай қабілет бар баланың бойында. Қазір айтады, құлақ көрсе көзін аш дейді ғой. Сол қабілетті дамытуымыз керек. Біз керісінше жасаймыз. Егер баламыз математикадан жақсы оқып, ағылшын тілден нашар болса, біз ағылшын тілден репетитор аламыз. Солай ғой? Анаған жеткізейік деп. Керісінше позитивті ата-ана деген керісінше оның мықты жағын дамытады екен. Яғни математикадан мықты ма, математикадан репетитор жалдайды, оны великий математик қылып шығарады. Оған ағылшынның керегі жоқ, шындығына келгенде. Мықты. Осы жағынан тек математикадан мысалы, балабақшада бала конструктор жақсы құрастыра ма, болды. О бала мықты архитектор болады. Сол бағытта оны дамыту керек. Келесі, балаға таңдау жасауды үйрету керек. Мысалы, біз баламызға айтсақ, бала таңдау жасай алмауы мүмкін. Мысалы, баламызға айттық, бала, мен сені спорт секциясына қатыстырайын, күреске барасың ба, бокске барасың ба десе, бала не деп жауап беруі мүмкін? Бала былай айтуы мүмкін. Енді бокске барам или күреске барам деп айтуы мүмкін. Болмаса, папа білмеймін, өзіңіз апарыңызшы, мен соған қатысам деуі мүмкін. Бұл сізге былайша айтқанда сигнал. Бала таңдау жасай алмайды деген сөз. Енді осыны дамыту керек. Оған ұрысқаннан, неге сен таңдау жасай алмайсың, неге таңдамайсың деп ұрысқаннан пайда жоқ. Сіз көріп тұрсыз, баланың күреске бейімі бар. Күрес секциясына беріңіз. Сөйтіп 2 ай, 3 ай, 4 ай қатысып, бала жетістіктерге жете бастайды. Сол кезде баладан тапсыру керек. Балам, күресте жүре бересің бе? Әлде бокске барасың ба деп. Сонда жетістікке жетіп жүрген бала айтады, жоқ папа, мен күресте қала беремін. Бала шешім қабылдады ма? Қабылдамады ма? Қабылдады. Осындай кішкентай нәрселермен, жаңа қайтадан айтам, позитивті ата-ана қателікпен күреспейді. Керісінше баланың мықты жағын дамыту арқылы оны шыңдайды. Келесі слайд. Енді біз осы мәселенің бәрін айтып тұрмыз, біздің институтымыз осы тұрғыда не жасап жатыр дегенге келетін болсақ, біз қазір барлық мектептерде бар ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары жұмыс істеп жатыр. Сол жерде біз мынандай тақырыптар кіргіздік, әкеге қатысты. Анау 1-5 деген бастауыш сынып, 1 мен 4 сыныптың арасында 5-ші тақырып, өзі 8 тақырыптан бұл жерде, соның 5-ші тақырып отбасылық үйлесімділіктің кілті сенімді қарым-қатынас. Осы жерде әкенің рөлі қандай деген мәселе осы сабақта айтылады. Мектептерде ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы сабақтарына барсаңыздар, осы мәселені айтады. Келесі, 2-5 деген 5-ші 9-ші сыныптар. Бұл жерде 5-ші тақырып жасөспірімді түсіну және қабылдау. Жасөспірімді түсіну үшін, оны солай қабылдау үшін әке не істеу керек деген мәселе осы жерде айтылады. Ары қарай 2-нің 8-і жаңа 5 пен 9-ды қаралып қой. Бақытты әке болудың кілті өз қолында. Осы жерде де бақытты әке болу үшін не істеу керек деген дүние айтылады. Келесі 3-ші бұл 10 мен 11, 8-ші тақырып атадан балаға өмір сабақтары. Әке жаңа сабақтастықты қалай сақтау керек деген мәселе осы жерде айтылады. Бұл біздің Өркен институтының жасап жатқан жұмыстары. Енді осы тұрғыда енді қарасақ, қазіргі таңда уақыт болса тоқтатасыз ба? Осы тұрғыда бізге мына Жапон үлгісі керек деп ойлаймын. Жапонияда мынандай бар екен. Егер бала ата-ананы мектепке шақырады ғой, сол кезде ата-ана келмесе, олар бірден әкесінің, шешесінің жұмыс істеп жүрген жеріне звондайды екен. Сіздің осындай қызметкеріңіз жаңағы мектепке келмеді, бала тәрбиесіне қатысты деп. Сонда басшы шақырып алып айтады, сен балаңның тәрбиесімен неге айналыспайсың? Егер сен балаңның тәрбиесімен айналыспайтын болсаң, мен сені істетпеймін мына жерде дейді. Болды, ол ата-ана мектептен қалмайды одан кейін. Мінекей осындай бір механизм енгізу керек қой деп ойлаймын. Келесі слайд. Енді мына жерде жаңағы Асхат Әлімов деген үлкен ғалым бар. Сол кісі айтады, әке болу оңай шаруа емес. Өйткені ол адамның тұлға ретінде қалыптасуына, оның рухани, моральдық және әлеуметтік дамуына ықпал ететін қажеттіліктерді біліп, баланы соған сілтеу, соған бағдар беру жауапкершілігі дейді. Жалпы әке деген анадан айырмашылығы бар. Анасы бала қандай болса да жақсы көреді. Ал әке, егер мен күткен биіктен көріне алсам ғана мен сені жақсы көремін деген ұстаным бар әкеде. Сол себепті әке болу оңай емес. Енді әке болатыныңызды білген күннен бастап, бала тәрбиелеуге дайынсыз ба, жоқ па, ой елегінен өткізу керек.
кітаптар оқыңыз, үлкендерден ақыл кеңес сұраңыз, қажет болса курстарға қатысыңыз. Бала тәрбиесі үлкен іс, оған дайындықсыз келуге болмайды деп сөзімді аяқтайын. Енді сұрақтарыңыз болса, жауап беруге. Әке жақсы болса, баласы да соған еліктейді деп айтып жатырмыз ғой. Бірақ бүгінгі таңда әкенің тәрбиесін көрмеген, мейіріміне зәру болып жүрген қаншама жарымжан ұрпақ бар. Бұған бірден бір себеп ажырасу дерегі. Қазақстан бойынша соның ішінде Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында ажырасу дерегі өшіп тұр. Бүгінгі статистика қандай? Сандарды сөйлету үшін қалалық соттың судьясы Дариға ханым сізге сөз берсе. Құрметті жиынға қатысушылар, Лидия Самокосовна, сізге үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Осындай отбасы құндылықтарын насихаттау, әке мен ер азаматтың ұғымын терең түсіндіру мақсатында терең тәрбиелік мәні зор осындай шараға ұйымдастырып, осы шараға қатыстырып жатқаныңызға рахмет айтамын. Не деген келеді, жаңа спикер айтып кеткендей, мен де сол кісінің пікіріне қосыламын. Өйткені бүгінгі таңда Жаңаөзен қалалық сотының өндірісінде 15 арыз күніге түсетін болса, соның 13-і неке бұзу туралы арыз екендігін айтқым келеді. Оның 13-інің тек қана неке бұзумен ғана шектелмейді, білесіздер. Ол жерде неке бұзған кезде балаға төленген коммерциясына толмаған балаға төленген алимент, одан қалды ортақ мүлікті бөлу, баланың тұрғылықты жерін айқындау, баламен араласу тәртібін белгілеу туралы мәселелерді бірден шешу қажет. Бірақ бүгінгі таңда Жаңаөзен қалалық сотының өндірісіне түсіп жатқан арыздардың мазмұнына сәйкес, жаңағы спикер айтып кеткендей, бүгінгі әкелеріміз баяғының әке отбасы, отағасы деп құрметпен қарайтындай жағдайда емес. Өйткені неке бұзу туралы арызбен келіп тұрған кезде әкелердің пікірін сұраймын. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы жоғары сотының төрағасының ықпалы мен татуластыру рәсімдерін жүргізу тәртібі де енгізілді. Бірақ одан да ешқандай нәтиже шығып жатқан жоқ. Өйткені бүгінгі таңда арыздарын кері алып кетсе де, бір аптадан, бір айдан болсын әйтеуір қайтадан арыздарын беріп жатыр. Бірақ сол баяғы жартас ешқандай өзгермеген, баяғы түсініспеушілік. Ал алдымызға келген арыздың бәрін негізінен қарап, заңның шеңберінде некені бұза беретін болса, біз тек қана тірі жетімдер санын көбейтеді екенбіз. Ал бүгінгі әкелер, жаңа спикер айтып кеткендей, өздерін тек қана добытчикпін деп ойлайды, действительно. Сотқа келіп тұрып, сол шаңырақтың өздері құрған шағын мемлекеттің жаңағы құлағалы тұрғандарын түсінбей ма, ескермей ма, мен соны түсінбеймін. Себебі балалар жарайды, енді әйелге ерегесіп, некені бұза беріңіз дейтін болар, бірақ баланың жағдайы не болады, баланың тағдыры не болады. Әкесіз бала жаңа айтып жатыр ғой, еще сұраймын постоянно процессте. Сіз өзіңіз толыққан семьяда өскен баласыз ба, әкенің тәрбиесін көрген баласыз ба деп сұраймын. Иә, мен айтамын, неге сіздің балаңыз бәрі әкесі бар балалар өстіп қанаттарын кең жайып тұрғанда, сіздің балаңыз жаңағы бір бұрышта өзін бір тірі жетім дейді ғой, тірі жетіммін демейді, бірақ сол әкесіз болғанына қынжылып тұру керек деген ойды қалыптастырамын әкелерге. Бірақ бүгінгі таңда енді аналар енді дау-дамай екі жақтан болады ғой. Аналардың да бұл жерде иман ықпалы бар шығар деп ойлаймын. Өзім тауып берем, өзім шешем, әкеме өзім айтамын деген түсінікті қалыптастырып кеткен. Себебі баланың тұрғылықты жерін айқындау барысында 10 жастан асқан баланың біз пікірін сұраймыз. Әкеңмен тұрғың келе ме, анаңмен тұрғың келе ме деп. Сол кезде балалардың
айтатыны мамам біледі дейді. Сонда папаның рөлі баяғыдай білмеймін, енді бәрімізді де ұрысып өсірген ештеңесі жоқ әкелеріміз, бірақ әкем келе жатыр дегенде орнымыздан ұшып тұратынбыз. Себебі солай түсінік қалыптасқан. Әкем келе жатыр десе бір үйге действительно тұрсынбек айтқандай неміс келе жатқандай орнымыздан тұрып жинақтала бастайтынбыз. Ал қазіргі таңда ондай әкенің рөлін атқарып жүрген әкелер бар шығар, бірақ өте аз. Өте аз. Соны айтқым келеді. Әрине сонымен қатар баланың тұрғылықты жерін айқындау, баланың кездесу уақытын белгілеу туралы дауларды қарау барысында 10 жастағы балалардың пікірін біз психологтың қатысуымен қараймыз. Сонда құрметті әкелерімнен айтқым келеді. Мен де анамын да, бірақ балалар бізге процесске келіп, апай, папам айтасыз ба, бізді мазаламасыншы, кешке дейін бізді сотқа шақырмасыншы деген сондай просьба жасайды бала, 10 жастағы бала. Ал 10 жастағы бала сотқа келіп, әкесі мен шешенің арасындағы дауды шешіп жүретін орны ма? Жоқ. Ал бірақ біздің балаларымыз сондай қазір тәрбие алып жатыр. Әкелер ойлайды жаңағыдай, добытчикпіз, материалдық тұрғыдан оны жаңа қамтамасыз етіп қойса, басқа отбасы рухани құндылықтың қажеттілігі шамалы деп ойлайды. Бірақ қателесесіздер. Әкенің берген тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды дейді ғой. Сондықтан әкенің орны бөлек екенін ескерулерді сұраймын. Себебі әрбір дауды неке бұзу туралы ойлайтын боларсыздар. Ой, түкке тұрмайтын дүние ғой деп. Жоқ, неке бұзу туралы дауды қараған сайын дау одан ары ушыға береді. Сіз балаларыңыздың одан әйелге жаңа кесірім тиіп жатыр деп ойлайтын боларсыз, бірақ жоқ. Әйелге күйеу табылады, күйеуге әйел табылады. Балаға әке мен шеше табылмайды. Соны ескеріңіздер дегім келеді. Енді отбасы әке отбасы тірегі дейді ғой, ол на самом деле солай, білмеймін, енді өзіміз әке дегеннің орны бөлек болу керек қой. Бүгінгі таңда бірақ жаңағыдай айтып тұр ғой, психолог шешені соңдашы, әкені соңдашы дегенде әкені соңдай алмай тұр. Бірақ действительно бүгінгі таңдағы, бүгінгі кездегі әкелер действительно дивандағы әкелер. Ренжімеңіздер, солай. Өйткені баланың тәрбиесіне араласпайды, жалақын әкеліп беріп жатырмын, киімі түгел, тамағы тоқ, көйлегі көк, ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. Баламен ешкім сөйлеспейді. Кейбіреуі де. Кейбіреуі. Енді, менің алдыма айтып отырмын, 15 арасында 12-сі неке бұзу туралы болатын болса, соның бүгінгі таңда енді бір шамасы деп айтсам қателеспейтін болармын. Себебі бәрі әрине жақсы әкелер, бірақ өте аз. Бәріміздің де әкеміз қасымызда отырып, кешке дейін бізге тәрбиеміз, бірақ әкеге қарап ой түсейді ғой балалар, дұрыс па? Сондықтан солай болу керек шығар деп өзім ойлаймын. Солай даже түсіндірем процесстен тыс мен ер азаматтарды шақырдым. Бірақ барлығының бір ауыздан некені бұзсаңыз бұза беріңіз, балама көмектесіп тұрамын, материалдық тұрғыдан ешқандай кемшілік көрмейді, маған бәрібір дейтін жауапты ғана естимін. Мен 8 жыл судьямын, бірақ 8 жылдан бері бір жауап өзгерместен осылай келе жатыр. Бір 10 арыздың бір екеуі ғана балалары бар ғой, кішкене нетіңізші, уақыт беріңізші, балалардың интересін ескеріңізші дейтін болады. Бірақ в основном мейлі солай болуға келіп тұрма, солай бола қойсын дейді. Енді не айтамыз? Сонда Дариға ханым, статистика бойынша не себептен көп екен ажырасу дерегі? Бұрын мысалы қаржы жетіспеушілігінен бірең-саран болатын еді. Қазір жағдайы жақсы қызметте жүргендер, сондай отбасыларда көп ажырасып жатқан. Қазіргі бұрын енді бір осыдан 3-4 жылдық, 4-5 жылдық шамасында әйелге қол көтеру, алкогольді ішімдікке үйір дейтін көп еді. Практика бойынша. Бірақ бүгінгі таңда ол азайды, бірақ бүгінгі таңда жаңағы құмар ойын ойнайтын біздің Жаңаөзеннің басты проблемасы. Құмар ойын ойнайды. Мұнайды жасаған не керек? Балалардың бәрі кредитке батып отыр. Потому
потому что айлықтың бәрі сол ойынға кетіп жатыр. Сосын нашақорлық бізде белең алып тұр, оны жасырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Осындай форумдарды өткізген кезде айту керек деп ойлаймын. Себебі бұл жерде қатысып отқан тұлғалар тиісті органдарға жеткізу керек шығар. Сонымен қатар жаңағыдай бала тәрбиесіне, үй тәрбиесіне, үйдің вообще мынау проблемасына ешқандай араласпайды дейді әйел адамдар. Сосын ең негізгі себеп бүгінгі таңда көзіне шөп салу. Әйелі жоқ, ер азаматы жоқ. Біздің Жаңаөзенде солай айтып келгенде, мен бұрын өзім Алматыда жұмыс жасадым. Сол кезде Маңғыстауды біреу айтса, мен өзім ашуланатынмын. Маңғыстаудың азаматшалары бетке тіке айтса да теріс қылығы жоқ деп. Өзімнің ауылыма келіп тағайындалған кезде мен осы статистиканы көріп, шынымды айтсам, шошыдым десем, артық айтпағаным шығар. Себебі күйеуге ерегесіп әйел қыдырады, әйелге ерегесіп күйеу отырады. Бала өздерімен өздері. Өткенде бір осындай случай болды. 4 баланы үйге қамап кеткен, әке де жоқ, шеше де жоқ, қайда жүргені белгісіз. Бая баланы біреуі алады, балконға барып, спичканы жағып көрем дейді, 3 жастағы бала. 4-ші этаждағы үй барақта өртенген. Балалар бірақ дін алған. Бірақ сондай случай орын алды. Шешесі мен әкесінен сұрасақ шақыр. Біз шаруаларымызбен шығып кеттік. Кешке қандай шаруа болуы? Баланы тастап. Сондықтан, балаға деген жауапкершілікті кішкене мойынға алу керек, құрметті азаматтар. 5, 6, 7 баланы дүниеге әкелгеннен кейін жауапкершілікті арттыру керек. Тек мынау жалақы алып жүріп, мұнайдың саласында жұмыс жасап жүріп деп, үйді баланы оқуға болмайды. Ондайға дайын болмасаңыздар, онда үй болуды пока ойламау керек. Біреуін келістіре алмай жүріп, екіншісін жасайды. Например, бір 2-3 әйелден алады қазір. Осы азаматтар сондай бар. Мен бастысы 4 негізгі себебі осы. Бүгінгі таңда неке бұзудың басты себептері. Ойымды жүйелесем, әкелерге отбасы қорғанымыз тілегіміз, болашақ ұрпағымыз дұрыс болсын десек, әрдайым басқан қадамымыз нық, арман мақсатымыз анық ете білуіміз қажет. Ер азаматтар, біз сіздерге қарап ой түзейміз. Сондықтан сіздердің бақытты болғаныңыз бізге жақсы. Тақырыпты жалғастырайын. Қазіргі заманауи ата-аналар балаларын өрбектеп, мәпелеп, еркелетіп, қорғап, ыстық суына да өзі түсіп, қастық жасап жатырған жоқ па? Бала ата-анасының мейіріммен қанып өскені ешқандай жоқшылықты көрмей алаңсыз бала шағы болғаны жөн ғой. Бірақ сол балалар кейін өскен кезде өмірге бейімі жоқ, бір қиындыққа тап болған кезде сынып қалмай ма деген ой ғой менікі. Ал Шәкизат Қаратайұлы, сіздің ойыңызша заманауи ата-ананың келбеті қандай? Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті әкелер, қадірлі біздің алдымызда отырған әкеміз бен жасты аталарымыз, баршаңызға қайырлы күн болсын. Енді жаңа айтып жатыр модератор, заманауи ата-ананың келбеті қалай? Менің алдымдағы спикерлер де әріптестер де айтып жеткізді. Әкенің өмірдегі жалпы отбасындағы оның рөлі қандай екендігін. Ал заманауи деген сөз қандай біздің түсінігімізде? Яғни креативный, осы заманға лайықты өмір сүру дағдысына келетін образдар деген пікірлер. Жалпы өздеріңіз қазір ойланып көріңдерші, заманауи ата-ана болып жүрміз ба біз өмірде? Біз сол ата-ана болып жүрген кезде қандай мәселелерге кезігіп жатамыз? Мәселелер кездескен кезде оны қалай шешіп өтіп жатамыз? Деген секілді сұрақтарды өздеріңіздің ойларыңыздан сәл қазір ойланып көрсеңіздер екен деймін. Жалпы әрбіріміздің бойымыздағы жақсы қасиеттеріміз арқылы қоршаған ортамызға бақытты атмосфераны қалыптастырамыз, яғни комфортный, жайлы үйлерді. Сондықтан менің айтып келгені бүгінгі таңда заманауи ата-ананың келбеті керек. Есімін тағы да айтайын, Шәкизат Қаратайұлы.
Сенмен болашақ деген республикалық қоғамдық бірлестігін ерекше құрметпен өкілдік ретінде сіздердің алдарыңызға келіп тұрмын. Біз жалпы қоғамда саналатын адамның мәдениетін қалыптастыру деген үлкен миссиямен жолға шықтық. Слайдтарды жаймен беріп отыра берсеңіз болады. Рахмет. Біздің мақсатымыз жаңа айтып өттім. Тырнақшаның ішінде заманауидан бөлек саналы ата-ананың мәдениетін қалыптастыру. Біздің артымызда 3 жылдың көлемінде 146 мыңнан астам ата-ана сіздер секілді көшке ілесті, мүшелікке кірді. Бұның барлығымыз ойлаймыз жайдан жай, тектен тек емес деп. Енді алдарыңызға бүгін мұнайлы мекен Жаңаөзен, біз айтамыз 162 әулие жатқан, бекет атамыз жатқан жерде Маңғыстау, Маңғазы мекенге алдарыңызға келдік. Арнайы спикер ретінде шақырды. Замандас ой, бір буындас, үндес ой, сіздермен тандем болады, гармония болады, бір пікірлесек деп, осы жерде көбісі жас әкелер отыр деген оймен арнайы спикер ретінде келдік. Енді жаңа айттым, заманауи ата-ананың келбеті турасында кішігірім әңгіме қозғасақ деп. Біз көп дүниені менің алдымдағы спикерлердің сөзін қайталағым келмейді. Өйткені нравоучение дейміз, біз айтқан біреуді біреуге оқыту, басқасы қазір тіпті оны көтеретіндей қоғам емес біздің кезеңде. Жас қараптың үлкеннің бір әңгімесін көтере алмайды, бір сынын көтере алмайтын кезеңде, сондықтан біреуге біреу ақыл емес, біреуге біреу ой айту емес, ойды оятумен жүрген біздердің сіздерге сәл де болса, біз айтқан дүниелерден ойларыңыз қозғалса, соңында сіздерден келетін бір ақпараттар, сіздердің кері байланыстарыңыз біздің ойды қозғалса деген кешке жалпы жиынға келіп отырмыз. Енді бір мысалдан келтірейін. Кезінде Қожанасыр әйелмен шексіз қалған ғой. Реніш болған, содан әйелі бір күн ашуланып тағы кетті. Осы үйдегі бала мен ұл мен қыз, сенің де ұлың мен қызың ғой, жалпы ортақ, екеуміздің ұрпағымыз, келешегіміз. Бұлай келсек екеуміз, тәуліктің 12 сағатын сен қарайсың, 12 сағатын мен қараймын деп. Амансыздан Қожанасыр келіскен, содан сағат 12-де келіп тұрды, келіншек арқасына тұртып қояды. Ал тұрған ғой, 12 бол, мен қарап кеттім, өз көрдім, енді сен қарады. Сонда Қожанасыр жауабы былай болыпты. Айналайын қарап кеттім, бұл 12 сағатында, қалған 12 сағатында шаруам болмасын, жылай берсін өзім деп еді. Иә, бұл кішкене әлсіз, біздің езуімізді жияды, басқарылады, бірақ әр жағында ашарған жатыр. Менің пікірімде бұл қышқыл, мысқыл деген дүниені айтады екен. Біздің немқұрайлығымыз, біздің келешегімізге келген кездегі шамалы басымызға ауыртпайтындығымыз, жаңағы айтып өткен дивандағы жатыс образдарымыз. Сондықтан, құрметті әкелер, 16 өңірде сенмен болашақтың өшірі сайттан кезең-кезеңнен келіп жатыр. Біздің филиалдарымыз бар, психологтарымыз жұмыс істеп жатыр. Ата-аналарға педагогикалық психологиялық қолдауды беріп жатырмыз. Бірақ Жаңаөзеннің болсын, Маңғыстаудың болсын, барлық Қазақстанның өңірлеріндегі мәселелерде бір 10 шақты мәселе, бірақ біздің алға қарай жылжуымызда, мемлекеттің экономикалық болсын, әлеуметтік болсын, барлық дамуында біздің аяғымыздан ұстап тұр. Ол не? Біз айтып жүрген жастардың арасындағы суицид, біз айтып жүрген жастардың арасындағы педофилизм мәселесі, біз айтып жатқан ерте жүктілік, мені дайып етпеңіздер, мына жерде біздің болашақ іні-қарындастарымыз, болашақ әке-аналар да болды. Бірақ ашық сөз, біз өзіміздің жаңа келейік, ауылын жасырған өледі дейді ғой, бәрі жақсы, керемет, ой форумға келгендердің рахмет деп шығарып сала берсек, одан нәтиже шықпай, келесі жылда осыны босатып салып, қайтадан ұтып алып, миллиондаған ақшаны жұмсап өткізе береміз. Бірақ осындай жиындардан біз ой түйсек екен дейміз, ұғынсақ екен дейміз. Балам бұлданнан болды, маған психологиялық қолдау керек деген ата-аналардың саны мыңдаған. Аноним телефонға шығып кол центрмен күнде мазалайтын шешелер жеткілікті. Енді әкенің образына қайта оралайық. Жаңа айттық қой, біз нан табушы, отбасына табыс әкелуші деген дүниені келтірдік. Дұрыс, еркектің міндеті түзде жүру, ер түздікі деп те айтқан бабаларымыз. Бүгінде мен мысал ретінде өз отбасымды тастап, алдарыңызға келіп тұр, мыңдаған шақырым жерден. 2-3 күн жол жүрдім. Бірақ мен айтар едім, әкенің орны бөлек. Менің өз әкем айтқан, әкесі жоқ, мас жедім, шешесі жоқ, тас жедім. Көрдіңіздер ме?
біздің ұрпақ қазір масалаңдап, қалбалақтап, қайда барарын білмей, кімге қарайды? Қазақ не деген өзі? Әке көрген ол жана, әкенің берген тәрбиесін жүзмектеп бере алмайды. Тағысын тағы осындай тәмсіз сөздерді берген, бірақ біз бұның барлығын осындай кештерде бір лозунг, керемет, әдемі сөздерді шығарумен ғана жалау етіп жүрміз. Ал оның сөзінің әр жағына мәнін беріп, ұғынып, санамызға түйсініп атқанымыз шамалақ. Біз маңызды сәттерде де әкелер жалпы отбасымызда болмайды екенбіз ғой. Оның бір мысалы мынада. Мектеп табалдырығынан аттайтын ұлым мен қызым болса, алғаш қоңырауға үйдегі шешесі, бастауыш бітіріп жатса тағы ол шешесі, мектеп бітіретін соң қоңырау аттестат алады тағы да, университетке грантқа түссе шамалақтайтын шешесі, оны қалаға оқуға апарамын деп жатақханасына орналастырамын деп киім-кешегін алып келетін тағы да шешесі. Біздің астымызда көлік бар, базарға апарамыз, алып шыққанда хабарласасыңдар, мен кеттім. Болдыңдар ма? Келдім, давай кеттік үйге. Оның диплом алып жатқан кездегі мантияны киіп тұрып, ректордың қолынан қызыл дипломды алып жатса да, біз үйде жатамыз. Чатқа келген суреттерді пересадка етумен ғана біздің міндетіміз болған екен. Ал оны біздің келешегіміз саналып жатқан ол мен қыз оны қаламайды дейсіз ба? Мен өзім бірінші сыныпты табалдырығын аттаған кезде, сыныпқа барған кезде шешем алып барды, әкем болған жоқ, ол кісі үйде қалды. Бірақ мен аңсадым, кейін есейген кезде түсіндім. Неге менің папам болмаған сол кезде, әкем болмаған. Шешем отырды, еще кетіп бара жатқан кезде мен жыладым. Сөйтіп 4 сағат біткенше артында от артында. Өзіңнің ой елегінен өткізген кезде түсінеді екенсің да бұның барлығы. Не үшін ұл мен қыз бұл нәрсені сұрайтын? Сондықтан құрметті саналы әкелер, саналы ата-аналар, біраз дүниелерді қозғап жатырмыз ғой. Әкенің образы нан табудан бөлекте осы бір моральдық құндылықтарға қарай ауысса екен. Өйткені заманауи ата-ана болу, оңай емес, қазір техника дамыған, басқасы тағысын тағы. Мен осы жерде бір жұмысымызды келтіргіміз келеді. Біз 2 жылдан бері әлеуметтік зерттеу жүргіземіз сауалнамалар арқылы. Сонда қазақстандық ата-ананың портреті тырнақшаның ішінде әйел деген образ. Бізге сан мыңдаған бүкіл өмірден қатысқан ата-аналар сол кезде солай жауап берді. Қорытындысын шығарған кезде. Оның дәлелін мен жаңа ғана мысалмен келтіріп айтып кеттім неге екенін. Өйткені біз тағы да айналып келген кезде, шешең шешем, барып мамамнан сұра, сол жауап береді, мен басымды ауыртпашы, басым ауырып отырып жұмыстан келдім деген секілді тұрмыстық біздің тауқыметтегі өмірлерді алып келіп жатырмыз. Сондықтан Қожа Насырдың образынан қашуымыз керек. Біздің айтып кеткен қазақтардың нағыз образына егуіміз керек деп айтқым келеді. Құрметті әкелер, біраз дүниелер тағы да айтамын. Мына жерде келтіріп жатырмыз мысалдардың барлығын. Сол жаңағы зерттеудің нәтижесінде біз Алматы қаласы мен Алматы облысында да әлеуметтік зерттеу жүргізген шақта зерттеуге ата-аналармен қоса олардың балаларын да енгіздік жаңағы сұрақтарға. Сонда бізге айтатын ата-аналардың мәселесі былай деп айтады. Қазір мен жігін ажыратып беремін. Ата-аналар айтады: балам телефоннан баса алмайды, тиктокқа кіреді, олардың қандай приложение пайдаланатынын білмеймін, өте заманауи дамып кеткен, мен түсінбеймін дейді. Маған цифрлық сауаттылық жетіспейді. А балалар айтады: ол мен қыз. Олар мені түсінбейді, менің виртуалды әлемім бөлек, олар трендтен қалып кеткен, өте ескі совет үкіметінің қалдықтары деген секілді кәдімгі жалпақша әңгімелерді келтірген қосымша пікірлерінде. Яғни бұл не деген сөз? Екеуінің арасында рухани байланыс жоқ, үндестік жоқ, тілдестік жоқ. Яғни айтқан кезде бұл өлер шақта тұрмыз деген сөз. Ешқандай байланыс болмайды. Енді біз қазір тұрмыстық кезеңде де былай ғой, кейде әйеліміз келеді, ана балаға қарасай деп айтып, сосын баламызды қолымызға аламыз, сәл жылай бастаса, қолына телефон беріп қоямыз. ютубта мультфильм қосамыз. На самом деле біз қалай қылып жатырмыз, ең басында бұл жерде балаға қарап жатқан жоқпыз, біз телефонға айтып жатырмыз. Балаға қара деп жұмыс жаса деп телефонға тапсырмай беріп отырмыз. Сөйткен бала қандай сізбен тілдестікке, үндестікке келеді? Тіпті біздің тойларға жиі барамыз ғой, сол кезде тамадалар шығарады да, бір 5 шақты әкені шығарып, неше балалар, біреу 5-еу, біреу 4-еу, 6-ау дейді. Ал енді осының туған күнін айт, атын айт, қашан тойладың, қалай болды десе, бәріміз сасқалақтап келіп, әбігерге түсіп жатамыз.
ол жоқ, көріп отырған халыққа біздерге керемет күлкі, ой көңіліміз көтеріледі, бірақ ар жағында келген кезде ешкім намысымыз оянбайды да осы нәрселерге келгенде. Мен ұлымның туған күнін қалай қарсы алдым, оның нағыз сәттерінде жаңа айтып кеткен алдындағы үйлерде қалай болды, мынау 27 қарашада келді ме, 12 қаңтарда келді ме, қыс мезгілі ме, жаз мезгілінде ме, оның өмірге келу ерекшелігі қалай, тұңғышым қалай, кенжем қалай деген әңгімелер бізді алаңдатпайды. Олар бірақ бізге айтып тұрды, әке, мен сенің өміріңнің жалғасымын деп. Әр жағында көп нүктелер берді. Олар да ертең өзінің сіздің немереңізді, шөпшегіңізді, шөбереңізді таратқан кезде қалай болады деген әңгімеге келген кезде біз әр ісіне бармаймыз. Тек бүгінмен өмір сүреміз. Ерек қазақта жақсы білеміз, 10 жылда бұны ойламаған еркек қорқу керек ол нәрседен. Ер азаматтың міндеті. Оны жаңа ағамыз да айтты, тал егу керек, үй салу керек, бала тәрбиелеу керек. Балаң өмірге келсе мұсылмандықта ең бірінші оны жүзуге де үйрету керек, аққанын өзу керек деп. Енді қазір қалалық тұрғысынан ол мүмкіндікке келе қоймас, бірақ барлығы бар ғой бізде мүмкіндіктер беріп. Енді мен телефонды бекер айтқан жоқпын. Кеше Синий киттің баламасына келтіріп жатқан тағы бір мультфильм шықты. Пешеходта келе жатыр, отыра қалып көліктің астына түсетін біздің жасөспірімдер қалыптасып жатыр екен, ата-ананың бақылауы жоқ деген секілді білім басқармасының оқу орта министрлігі тарапынан қазір барлық ішкі саясат басқармаларына тапсырма беріліп жатыр, осыны ата-аналарға түсіндіріңіздер деп. Мен айтар едім, жаңа айтты ғой, біз ұлттық құндылықты насихаттау керек, әке былай болу керек, шеше былай болу керек деп. Бабалардың сөзі, дұрыс, тарихты дамытпау керек, бірақ заманауи ата-ана болған кезде олар тиктокқа кірді ма, біз де тиктокқа кіруіміз керек. Олар тренд түсіріп жатыр ма, біз де солармен бірге түсіп те үйренуіміз керек кейбір сәттерде. Оның әбестігі де жоқ. Өйткені сіздің ұлыңыз бен қызыңыз сондай ортада жүр ғой. Оның дос-жараны, оның мектебі, оның жан-жағында достарының барлығы. Заманауи образда біз ескіні де ұмыттырмауымыз керек оларға. Жаңа дүниелерді үйренуде де біз оларға қолғабыс болуымыз керек. Кәне қалай екен деп зерттеуіміз керек. Сол кезде ғана жаңағы Синий кит секілді, басқа красный бірдеңе деген аттары бар, сол ойындарда Free Fire дейді, қазір айтып жатқан, оның ішінде трендтерге кіріп кеткен тіпті. Ауызшадан құсап телефонның әр жағындағы адаммен өзімен өзі бір-бірімен жатып сөйлесіп жататын балалардың образына біз барып қарауымыз керек. Сен не қарап жатырсың, не түсініп жатырсың? Тіпті білімің жетіспесе ютубта тұр, ата-ананың контролінде қандай приложениелер жазып алу керектігі. Play Marketке кіресіз, App Storeға кіресіз, тіпті сол кезде білесіздер ғой, бір-бірінің контактісінің нөмірі болса, соның ішінде лайк басып қойса, ұлыңның, қызыңның, келіншегінің, басқасының жақын адамын қайда жүргенін білесің. Тек оның дамыйы босып тұрса болды дегендей. Сондықтан мен өз өмірімнен қазір тағы бір мысалды келтіргім келеді, бірақ оның алдынан бұрын 50 минуттан артық біздің санамыз қабылдамайды ақпарат психологияда. Сондықтан кішкене сергу үшін араларыңыздан 3 жас аралығындағы әкелерді шақырсам деймін үшін. Кішігірім ғана 1-2 сұрақ айтып, сосын әрі қарай өзім мысалымды келтіремін сіздерге. Енді жас әке, орта және үлкен буындағы әке менің жаныма келсе, телефондарыңызға келіңіздерші. Осы кеште біз ғана емес, сіздер де процеске түсіп көріңіздер мына жерге. Аналар келгенсіз, енді қазір әйел басқарып кеттік, сіз ғана шығарып беріңізші көмектесіп. Мына жерден әкеледі. Өндірістен келген жігіттерді ортаға шақырайық. Келіңіз, енді бір балалы болған әке бар ма? Бір баласы бар әке. Орта буындағы бар ма 40 жаста? Сосын мына жерде бір атамыз келсе. Бір баласы бар әке. Бір баласы бар. Сіз келіңізші. Баласы әке сосын. Телефон пайдаланасыз ба? Пайдаланады. Аға жүріңіз. жігіттер шынында. Жүріңіз. Вот біреу тағы кішігірім ғана мен қазір осы жерде мысалға келіп тұрайын. Орта болу керек па енді? Енді орта болу керек. Жас әке қоям келіңіз. Балам бар ма? Келіңіз. Сіз келесіз, орта болыңыз. Алыстан іздемедім. Енді былай, қазір телефондарыңыз бар ма қолданыңызда? Телефон енді бар ғой. Негізі алып шыққан жақсы еді, айта дұрыстан сөйлесіз. Әкеңізбен атаңа берейін. Енді кім WhatsApp пайдаланады? Бәріміз пайдаланамыз ғой, WhatsApp-тарыңызда отбасылық чат бар ма? Енді мен былай жеке шекараға өткеніме айтпаңыздар, бірақ соны көргім келіп тұр. Отбасылық чат бар ма? Және оның ішінде әке-ана бар ма? Өздеріңіз немесе ұл-қыздарыңыз бар ма? Келіншектеріңізбен бауырларыңыз бар ма? Отбасылық чатта, WhatsApp-тағы. Сол чатта қаншалықты жиі сөйлесесіздер? Видеозвонокқа шығасыздар ма? Әлде аудиозвонокпен тексересіздер ма ұл-қыздарыңызды? Қандай ішінде әңгімені көрмейді, мен просто соны көргім келеді болыңдар.
Бірінші жас әкеден бастап беріп тұрсаңыз. Сізде чат бар ғой, Қаттырақ сөйлей беріңіз. Қызықты мәліметтер. Кешірім сұраймын, әкеңізбен анаңыз бар ма? Жаныңызда бірге тұра ма екен? Жақсы. Басқа балаларыңыз бар ма? Жалпы рахмет. Чат бар екен жалпы. Ол жақта ақпараттар, керек кеңестер бөліседі екен. Есіңіз кім? Арман деген біздің бауырымыздың отбасында. Келесі орта буындар екен, есіңіз Қуандық. Біздің мен ағам енді орта буын, мен жасымын. Сізде чат бар, отбасы деген ішінде келіншегіңіз, ол қыздарыңыз, бәрі әкеңіз, анаңыз. Әке анаңыз бірге тұра ма сізбен? Вот, неге енді мен сұрақ қойғым келеді. Сіз солармен қаншалықты жиі сөйлесесіз? WhatsApp чатпен. Жарайды, соны былай қояйыншы. Күнделікті. Қалай сөйлесесіз? Видеозвонокпен көбейсіз. Видеозвонокпен. Қай кезінде? Жұмыстан кейін кешкі уақытта балалар. Күнде болмаса да күнара видеозвонокпен шығарасыз. Сізге қандай бұл пайда әкелді жалпы? Енді біздегі айтады ғой, әке мен баланың арасында болмаса, әке мен бала мен ананың арасында байланысы, сағыныш. Сол мысалы менің балдарым сол қарап отырып бізге сол үлгі тұтатын сияқты. Рахмет. Ол мен қызды бақылайсыз ба WhatsApp-пен? Міндетті. Сабақтан шықтың ба, келатсың ба? Рахмет. Ал әкетай, енді сіздің образыңызға келейік, сізде чат бар ма? Балаларым. Мына өтеге, мен енді рұқсат етсеңіз. Балаларыңыз деген чатта? Химия деген Ол жақта енді не істейсіздер? масқара. Айтыңызшы, не бар масқара? Айтарлығы жоқ. Бұл секірмен кілең. Масқара емес пе? Әке деген. Кеше ғана Солай ма? тыңдай. Кеше ғана менің бір туған күнім болды да. Сол енді бір кішкентай ғана бір Қысқаша ремарка айтыңыз. бұл енді анау да звондамады әке үшін, анау да звондамады әке үшін, әкені айтпады да. Соның өзі бір дүние ғой. Мен ответ жазып жатырмын. Айналайын да, сендер аман болыңдар. Сендер менің тәрбиемді өсіп, көріп жүргендерге мен мақтанамын. Сендердің үлгілі болғанды мақтанамын. Бір немерем Алматыда қазір химиолог деген жаңа неде оқып жатыр ғой. Солардан да хат келіп жатыр. Анандай қызды тәрбиелеген әкеге рахмет деп. Ата мен немерем. Сол өзі бір дүние білсін. Есім Тоқберген Аман. Тоқберген ата, үлкен рахмет. Видеозвонокпен шығып тұра ма немерелеріңіз? Ой, бәрекелді. Енді сіздерге мен рахмет деп айтып келеді. Қошемет көрсетіңіздер. Көп рахмет. Енді әрдайым мен өзімнің сөзімді жалғастырайын. Неге шығарды деп ойлап тұрған шығарсыздар. Бұл кісілерді арасында не дейді, жаңағы сексеуілден ұрсаң сынады дей ма? Бізде сондай сөз бар ғой. Қалай түсіндіргім келсе, соның өзіне сұрақ қойып келтір деген секілді сол методиканы келтіріп жатқан жайым. Бірақ екінші дүниесінде менің де отбасылық чатым бар қазір. Соны айтып келіп тұрмын мысалы. Мен 7 сыныпты бітіргеннен кейін ауылда тұратын мен кәдімгі бозбала кезімде 14 жасым, 13 жасымда 7 сыныпты бітіргеннен кейін Тоқберген атам. Мектептен тәтем бүкіл табелді алды да, сен дағы мектебіне тест тапсырасың, интернетқа түсу керек деп облыс орталығына алып келді. 13-14-тегі көзін бақырайған бала, оны соны танымаймын, кімнің жақсы, кімнің жаман деген секілді. Интернетқа топ еткізіп, 4 жыл бойы мен сол жақта оқып шықтым. Бір айда бір қайттық үйімізге, сағындық, көзімізден жас ақты, бірақ өмірге пісіп, шамалы, ушлый шустрый, қазір заманауи айтқанда сондай болып шыға келдік. Заман бар бейім. Сонда кешкісін 8 сыныптан бастаған кезде өзім секілді балалар бір бөлмеде 12 бала жаттық, 20 бала жаттық. Телефонмен сөйлесеміз, ол кезде WhatsApp деген жоқ. Агент деген де біздің жас кезде болған нәрселерінде енді шығылатқан кезеңі. Сөйтіп, үйде телефонда анам ғана ұстайды. Ол кезде әкем ұстамайды. Звондаймын кешкісін. Немесе ол кісі өзі звондайды. Үйдің бәрі жағдайын сұрайсың, жаңалықтарды бөлісесің.
сағынғаныңды айтасың, кейде көзіңе жас аласың, жат аласың ғой, өйткені ұялмайсың. Сөйтіп келген кезде ең соңында барып, папа қалай, жақсы ма деп сұрадым мен. Сұрайды екенмін сол кезде, енді есіме түсіп. Жақсы деді, жақсы, сәлем айта салыңыз деп қоя салады екен. Көрдіңіз бе? Біздің бағанадан бері айтып жатқан әкенің қатал образы, салқын несі, келе жатыр тік тұр, тағысын тағы образы. Бізде, мен де соның тірі мысалы неке алдарыңызда тұрмын. Тек біздің рухани байланысымыз, үндестігіміз, жаңағыдай бізді киіндіруі, біздің жетістікке жеткен кезде қасымызда қол шапалақтауы барлығы шешенің ғана образында қалды. Бірақ тағдырдың жазуы, ол кісі науқастан 2020 жылы өмірден өтті, біздің жанымыздан кетті, әумин. Сөйтіп, бізді енді әкеміз қалды ғой жанымызда, 7 баламыз, отбасында ең кішкентаймын, өзім барлығымыз отбасы болып сөйтіп. Содан сіздер әңгіме болып жатыр ма, мен үш айтып жатыр ма сіздерге? Жоқ, бұл жақта айтып жатыр. Содан мен айтпағым, ол жерде әкемізбен байланыс керек қой. Өмірінде телефонмен сөйлеспеге, бізге барсаң ғана ассалаумағалейкум уағалейкум салам қолыңды атқа қоя салыпты, ақырынан құшақта бетіңді сүймейтін әкеміз. Сөйтіп, біз жаңа технологияның мүмкіндігіне жүгінейік дедік. WhatsApp-тың жақсы шығыватқан кезі отбасылық чат аштық, әкемізді қосып қойдық, соның ішінде телефон жаңартып, үйдегі отбасында шаңырақта отқан ағам мен әкем алмай айтсам, сенің қасына барып видеоға шық дедік. Күнде демей, Құтбергенға. 2 күн сайын біз әкемізбен видеозвонокпен кешкі асының үстінде сөйлесуді әдетке айналдық. Мен сізге айтайын, бұл кәдімгі шешеміздің асына дейін үлкен нәтиже берді. Бұрын бізді іздемейтін әке, қазір менің қашан қаладан үйге келетінді аңсап отырады. Осы аптада келмей қалса, үйдегі ағамнан анаудан неге келмей жатыр деген секілді ішкі сезімдерін біз ояттық. Менің айтатыным бағанағы дүние. Біз телефонды балаға беріп қойып, балаға телефонды айтамыз ғой, балаға қаратып жұмсағаннан гөрі, біз қазақ не дейді, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген қалыппыз. Технология дамып жатыр, жаман сайттар да бар, жаман ойындар да бар, бірақ жақсы жағын алу үшін жаңағы видеозвонок бар, WhatsApp-тағы күнделікті тілдесулер. Енді қазір шын айту керек, бір-бірімізді көрмейтін, ағайын доспен араласпайтын кезеңге кетіп қалдық қой. Қанша бір мақтанамыз, салт-дәстүрмен басқа көреміз, бірақ дегенмен де сондай тұрмыстық тауқыметке көшіп келдік. Менің айтарым осы мысал, құрметті әкелер. Мен қуантады жаңа үш адамның отбасының чатында белсенді жүріп жатқанда. Бірақ кейде болады, акиматтың алдында шулап жатқандарды, біреудің бірдеңе қылып жатқандығы, сондай сілтемелерді жіберіп қана отыра береміз. Жоқ, жағдайыңды сұрасайшы. Үй ішің аман ба, мал жаның аман ба, әке ана амансыз ба, жағдайыңыз қалай деп. Таңертең жұмысқа кетіп баратыр, маршрут күтіп тұрсаң да, машинеңді қыздырып жатсаң да видеоға 2 минутқа шықсаң, жаңа айтқандай, не деген масқара деп айтады тырнақшаның ішінде, не деген маған құрмет деп. Сондай масқара дүниеге ата-аналарыңызды бөлендіріп қойсаңыздаршы деген. Енді келесі дүниелерге тағы мен өткім келеді. Қазақ не деген дастарханның басында өсек емес өсиет айтайық деген қалыппыз ғой. Бірақ қазір біреудің мәшинесін, біреудің ананың ажырасқанын, ананың қосылғанын, анау екінші айды алыпты, мынау бүйтіпті, анау жұмысқа тұрыпты деген тұрмыстық тауқыметтегі әңгімелерді көріп өтеміз. Оны қасымыздан естіп отқан, шай ішіп отқан ұл мен қыз соны сіңіріп, ортасына да барып сондай дүниелерді көріп өтеді. Яғни ұядан үй көрсең ұшқанда соны ілесің деген тәмсілдің дәлелі айтып келеді. Енді Сенбе болашақ өзінің 5 жұмыс форматында мынадай дүниелерді мысалға келіп береді. Оның ең бірінші ой айту емес, ой ояту. Мен бағана айттым, біреуге ақыл өсіп, дана өсіп, жаңағы миымызды шашыратқымыз келмейді, бірақ ой ояту. Міржақ бабамыз не деген, оян қазақ деп айтып кеткен, соның жаңа кластерлік заманауи үлгісін сіздерге айтсақ, ұғындырсақ, сосын сіздерден бізге кері байланыс болса, сөйтіп қазақ оянса, жақсы жағынан әрине, тектілік жағынан ойланса. Яғни тектілер ту көтереді, тексіздер шу көтереді деп айтамыз біз қазір. Ту көтеру деген қолына ту ұстап жүру емес. Ту көтеру деген осы тектік қасиетіңді келер ұрпаққа насихаттау. Тектілік қасиетті. Ал шу көтеру деген мәселені өзіңіз де біліп жатсыз. Ол қандай ниже плинтуса деңгейдегі азаматтық деңгейге барады. Одан кейін тілмен емес тірлікпен іс-қыл деген дүние бар. Біз әр өңірдің менталитетіне байланысты пилоттық жобалар жүзеге асырып жатырмыз. Мен қазір уақыттан ауытқысам айып өтпес, өйткені пайдалы ақпараттарды сонау дүниеден ар жағынан келіп
айтпай кетсем, мен үшін бұл да ертең ұйықтай алмай қалам бүгін кешке. Тілмен емес тірлікпен іс бұл. Бұл жерде не дейміз? Жаңа мен айттым, педофилизм көп, суицид көп, вейп көп, электрон темекілер дейміз, ұлдамандар көп. Осылардың алдын алу үшін әр өңірде 23 жылы 5 жобаны жүзеге асырды. 24 жылы биыл біз 10 жобаны жүзеге асырып жатырмыз. Мен енді судья біздің әріптесіміздің сөзіне қосылып келеді, Жаңаөзенде 15 адам келсе, соның 13-і ажырасып кетіп жатыр деп. Ажырасу мәселесіне келген кезде жастардың арасында өте көп. Оның ішінде 3 жылға дейін отасқан жастарда. Содан біз фокус топтарды шақырдық. Кез келген жобаны бастамас бұрын негізі біз зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Яғни өздеріңіз секілді біреу құқық қорғау, біреу таксист, біреу басшы, біреу қосшы, бұл жерде қарамай кез келген мамандық иесі. Сөйтіп бізге олар фокус топтар арқылы жұмыстарды анықтап берді. Не істеу керек дейміз? Ажырасу бар. Себебі неде? Ең бірінші қаржылық қиындық, отбасының тойдан кейінгі өмір сүретін кредиттері. Екінші, бір-бірін түсініспейтін, мінезіміз сәйкес емес дейді. Үшінші, ортада баланың болмауы, медициналық тұрғыдан чекаптан өтпей, яғни біздің ұрпағымыздың сау болмауы, немесе өзіміздің бойымыздың сау болмауы. Онан кейін келетіндігі біз баспананың жырын айтамыз, квартира жағалап жүру, әйелдің сөзін келіп алып сенің осы өміріңе шаршап кеттім, мен кетемін деген тәмсіздегі нәрселер. Содан кейін топтардан келетін жаңағы ер азаматтардың дұрыс емес қылықтары, изменять ету деген нәрсе. Енді мен осы жерде жастарда отыр, мен айырмаңыздар, бірақ ол дүниелерді де білу керек деп ойлаймын, есту керек, құлақ үйрену керек. Қазақ ұятты қойған халықпыз, бірақ кейде беттің артын белге болу керек сәттер болады. Тұрақты сапасыз жыныстық қатынастың болмауында екі жастың екіге келуіне қазір жастардың арасында әсер етеді деп айтып жатыр. Мамандар біз емес. Осындай факторлармен біз 3 колледждің, 1 университеттің және білім басқармасына қарасты 50 мектептің жас мұғалімдерін оқытып бастадық. 4 тақырыптық лекция бар, оның ішінде жаңағы баспана жағына да байланысты, психологиялық үндестікке де байланысты, чекап медициналық тұрғыдан да өтуге байланысты. Осының діни тұрғыдан неге талақ айту керек мәселесі соның барлығын ұғындық. Өйткені біз талақтың не екенін, то есть сөзді білеміз дінде, бірақ оны қалай пайдалану керектігін білмейді жастар бар. Чекаптың не екенін білеміз, бірақ өтуге келгенде ұялатын жастар біздер. Осының барлығын ашып айтып түсіндірдік сол жобада. Енді қазақ тағы бір сөзінде айтады, қалай дейді, біздің 3-ші бағытымызға келетін болсақ, құтың толсын, құндылығыңды қадірлесең құтың толсын дейді. Яғни біз мына президент айтып жатыр қазір, креативті индустрия мәселесі. Өзің тап өзегіңе орал деген мәпіспен мен үстіме киімді киіп алып келдім сіздерге. Жаңа аталарымыз отыр, біздің әкелеріміз мындай болды. Бұл біздің өзегіміз. Ал өзіміз таппай жүрген себебіміз қазір дұрыс емес әрекеттерге кеткендігіміз. Яғни мен айтатын жаңағы тегіндердің туы көтеру мәселесі қазір шу көтеріп жүр. Тек сіздер болып. Онан кейін дастарханның басында өсек айтып кетіп жатқан мәселе өсиет емес деген секілді дүниелерді осы өзіңді тап, өзегіңе орал деген дүниемен біз қазір қоғамда түрлі 36 түрлі продукциямен, мағыналы өніммен елге беріп келе жатырмыз. Қорыта айтқанда, құрметті әкелер, біз отбасымызда дұрыс әке болсақ екен дейміз. Әрине, үлкен кісілер отыр, сіздерменен де оның алдында өмірлік тәжірибеден өттіңіздер. Бірақ кейде сәтте, мен жаңа үйімде 75-дегі әкем бар, шүкір. Сіздер де қатарластарсыздар. Онан кейін буын отыр менің ағаларыммен жасты. Өзіммен қатар әкелер отыр. Жаңа менімен қатар әкелер сіздерге қарап біз мысал аламыз, пример аламыз жүрген кезде. Қайнапасы қайнағасы өздерін реттеп алды. Қайта соны өсектеп, ағайынның арасында рас болып отқан. Ананың баласы сөйтіп кеше 10 миллионға істеп еді, әйелі қарашы келген кейін дұрыс емес екен. Неге дұрыс болады? Өйткені өзіміз дұрыс емеспіз ғой біз. Рас па? Рас қой. Басымыз шұғылып отырмыз, бірақ мәселені айтып келеміз да, соны істеуге келген кезде тағы білмеймін, қай жеріміздегі намысымыз тартып қалатынымызды. Мен де үйленген жас отбасымын, бірақ мен де соны айтқан кезде анам болған жоқ. 6 баласын үйлендіріп жеткізді, маған үйлену келген кезде анам өмірден өтіп кетті. Содан кейін барып мен отбасын құрдым. Бірақ әкемнің алдында тұрған кезде 6 бауырыма әңгіменің басын ашып тұрмайды. Мен идеал емеспін. Мен сендер өткен жылда енді өтейін деп жатырмын. Әйелді енді әкеліп жатырмын. Маған түзу әңгіме айтыңдар.
оның неге бүйтті деп сынамаңдар. Сынасаңдар да сынап барып соны қалай жөндеу керектігін айтыңдар. Дәлді өте әңгіме керек емес. Өйткені түзелу үшін ең бірінші қасындағы бір жерден шыққан бау керек. Бір қаннан туған. Содан кейін барып ағайыннан ақыл сұрауымыз керек деп мәселенің басын ашып айттым. Сондықтан қазір қалың малға 2 миллион әкелесің ба, құдалық неге болмайды, спальникардың түрі жоқ қой деген тіпті айтылған ана бір кеше видеода шығып Шәкизат мырза, рахмет, қазір мен қорытындылаймын. Төсекке құда мен құдағайды екеуін көрпені жауып қойып жасап жатқан дәстүрдің өзі тіпті ұят етті бар ғой, иә. Осының барлығын осындай алаңдарда айтпасақ, насихаттамасақ, кері кетіп бара жатқанымыз керек екен. Сондықтан сіздер де әрқайсыларыңыз заманауи ата-ана болу үшін, саналы ата-ана болу үшін жасы бар, жасамысы бар, кәрісі бар, қанша ғұмыр береді Құдай жаратқан, сонша ғұмыр бергенше осы бір тәрбие процесімен айналысып кетсе екен. Мемлекеттің ішіндегі шағын мемлекетіміз бар, соның идеологиясына дұрыс көзбен қарайық, бір таңдауды қазір дұрыс жасайық, содан кейін артымыздан келетін мың тағдырдың түзелуіне әсер етейік деген. Рахмет. Әкенің баласына қалдыратын ең үлкен мұрасы оның жақсы тәрбиесі деп мана форумның басында тілектес ханым жақсы айтып өтті. Енді бүгінгі әңгімелерімізді түйіндеу үшін соңғы сөзді психолог Алмажай ханым сізге берсем. Үлкен ағалар, құрметті әкелер, аналар, жас буындар, спикерлер, баршаңызға қайырлы күн. Манадан бері жақсы әңгімелерді айтып жатыр әріптестерім, спикерлер. Мен енді айтайын дегенім, мына қазіргі әке мектебі ғой, әке мектебі отбасының тірегі. Қазіргі әкелер отбасында қандай модельді, әке моделін, ана моделін ұйымдастырып жүр, қалыптастырып жүр. Сол туралы айтып кететін болсақ, енді қазіргі әкелер ойлап қарасаң, қандай модельде болу керек? Олар отбасын құрды, үйленді. Үйленген кезде әуелі оған енді әйел біреудің қызын тәрбиелеген қызын алып келді ғой. Ол алып келгеннен кейін ол қыз, оның яғни ол қыздың жаңағы оны асырап бағу, бақытты ету сол әкенің ер азаматтың қолында ғой. Өмірге бала келеді. Бала келгеннен кейін кейбір әкелер жасыратыны жоқ, жаңағы балаларына қарау мүмкін, жаңағы отбасын асыраушы болуы мүмкін. Но бір жағынан жаңа әйелін дұрыс қарамауы мүмкін, балағаттауы мүмкін. Яғни баласының алдында қандай анасын құрметтемесе, қандай бақытты ана деген модельді қалыптастыра алмауы мүмкін қазіргі кезде. Яғни ол ойлайды, әйел деген тек үйде отырып бала бағушы, осыны қараушы, айтқанымен жүргізуші деп. Ал ол жерде атаның болашақ өсіп келе жатқан ұрпағының алдында қандай бақытты анасы қалыптасады, ол сол әкенің қолында. Яғни енді қараңыздар, кішкентай өсіп келе жатқан қыз семьяда сол анасына қарап, сол ой түзейді әкесіне қарап. Сол кезде ол анасының бақытты екенін көрсе, ол да болашақта бақытты ол солай болуға тырысады. А егер ол әке тарапынан, әкелер тарапынан, ер азаматтар тарапынан жаңағы жан кіші жалқаулықты көрсе, балағаттау, отбасына дұрыс қарамау, ойынға салыну сияқтыларды көретін болса, біздің өміріміз солай болу екен деп, дәл солай өмірді өзіне тартады екен. Міне сондықтан әкелер отбасындағы бақытты ананы, бақытты әке роль моделін қалыптастыру сіздердің қолдарыңызда. Яғни балаларыңыздың бақытты болып өсу үшін, өздеріңіздің бақытты кәрілік болып, бақытты кәріліктеріңізді бастан кешіру үшін балаларыңызды осы бастан тәрбиелеуіңіз керек. Тәрбие деген кезде тек қана тәрбие емес, яғни үлгі модельді қалыптастыру керек, үлгіні көрсету керек. Өздеріңіз жаңа диванда жатып, қолдарыңызда пульт, ауыздарыңызда темекі, немесе қолдарыңызда пиваны ішіп отырып, анан әкел, мынан әкел, мен өзгеге былай болдым, баяғыда былай болдым деп ақыл айтқаннан гөрі, керісінше сіздер үлгі өнеге көрсетулеріңіз керек. Отбасыны қалай асырау керек, баланың бос уақытын қалай ұйымдастыру керек. Өздеріңізде жаңа алдыңызда әріптестер айтқандай, заманауи әке ата-ана рөлін бастан кешіріп, үйреніп, оқып дамуымыз қажет. Яғни рухани даму қажет. Қазіргі балалар шын айтқан кезде жаңағы басқа нәрселерден, жақсы нәрселерді үйреніп, потому что олар Z ұрпақ, альфа ұрпақ. Олардың заманын кінәлауға болмайды. Олар Z ұрпақ, альфа ұрпақ, олар цифровойды жақсы меңгереді, компьютерді сотканы жақсы меңгереді. Ал енді оның заманынан қалып баяғы кезде біздер былай болып едік, олай болып едік деп құр ақыл үйреткеннен ештеңе болмайды екен. Сондықтан құрметті әкелер, құрметті аналар, болашақты
ол өздеріңіздің балаларыңызды тәрбиелеу өздеріңіздің қолдарыңызда. Яғни бос уақытты дұрыс ұйымдастырыңыздар, бірге кітап оқыңыздар, бірге музейге барыңыздар, бірге теңіз жағасына серуендеңдер. Арнайы бір күндеріңізді балаларға отбасы күніне арнаңыздар. Мысалы шетелдегі бір үлкен елдің президенті арнайы бір уақытын сол отбасына арнайды екен. Арнайы мемлекеттен басқа елден қонақ келген кезде осындай қонақтар келіп осындай дегенде жоқ, менің бүгінгі күнім отбасына арналған. Мен отбасына арналған күнімді басқа адамдарға қия алмаймын деп айтқан екен. Міне осындай жағдайда болуларыңыз керек, шын айтқан кезде. Енді қараңыздаршы, кішкентай балалар отбасындағы жаңа әсіресе қыз балаға жақсы мейіріммен қарау керек екен. Әкенің бақыты, әкенің қамқорлығы, әкенің мейірімділігі қажет екен. Ал ер балаларды шын айтқан кезде оларды жастайынан еңбекке тәрбиелеп, кішкене болса да қыз балаға қарағанда қаттырақ қараған дұрыс дейді біздің дәстүріміз бойынша. Ал енді қыз баланы қалай тәрбиелеп үйрететін болса, ұшқанда не үйрен, ұяда не көрсең ұшқанда сол деп, дәл сол модельді, дәл сол дәстүрді ол барған жерінде қалыптастырады екен. Енді қараңызшы, Бауыржан Момышұлы атамыз айтып кеткен ғой, ең өмірдегі ең қандай батыр кім дегенде қыз дейді. Қыз батыр дейді, себебі ол өзінің отбасын тастап, 17-18-20 жыл өскен отбасын тастап, ата-анасын тастап, басқа танымайтын бөгде елге барады екен. Бөгде елге барып, сол елдің ұрпағын, сол ер азаматтың ұрпағын көбейтеді екен. А қазіргі әкелерде жаңағы статистиканы естіп отырсам, адам шошырлық, жаңағы айырылысу, ажырасу. Ал сол өзіңіздің ұрпағыңызды көбейтем деп келген қызды құрметтемесеңіз, онда балаларыңыз қандай тірі жетім болады? Шындап келген кезде. Оған берілетін материалдық дүние, ол әке болмайды. Оған внимание, оған мейірімділік, оған қамқорлық әке болады. Шын айтқан кезде, жаңа мынандай мақал айтып кетті ғой, әкелі бала жау жүрек, әкесі бала су жүрек деп. Мен сол психологиялық жағын айтып кетейінші, су жүрек. Мен су жүрек деген не екен? Әкесіне қорқынышпен өскен, әкесі жоқ, әкесі үнемі қатыгездікпен қол жұмсап өскен балаларда қорқыныш болады екен бойында. Қорқыныш болған балада қандай болады екен? Мына әкемен байланыстырады ғой ақша табуды. Шын айтқан кезде қалай екен? Ол белге байланысты. Көбінесе мына әкенің қорқынышпен өскен, әкенің қамқорлығын өспеген әйел адамдарда болсын, ер адамдарда болсын көбінесе бел ауырады екен. Бел ауырған деген сөз барлық ауыртпалықты нені көтергеннен ғой. Ал енді жаңа қорқынышпен өскен балада қандай болады? Мысалы, ақша әкеде керек дейді ғой. Қорқынышпен, ерімсіз, сондай қатыгездікпен өскен, семьяда немесе әкесі өскен балалар жаңағы бір іс бастайды, кәсіп бастарда қорқып, сол істі ақшаны қалай жасаймын, семьяның отбасын қалай асыраймын деп қорқып тұрады екен. Қыздарда да сол, балаларда сол. Ал керісінше отбасының жаңағы 5 жасқа дейінгі бақытты, патшадай құрметтеліп өскен балалар керісінше өмірде өз орнын тауып, гармонияда өзінің сезімін айтып, өзінің ой әрекетін айтып, сондай бақытты өмір сүреді екен. Сондықтан құрметті ата-аналар, құрметті әкелер, құрметті аналар осы жерде отырған. Өздеріңіз болашақта жаңа бақытты кәріліктеріңізді білгіңіз келсе, осы бастан балаларыңызға үлгі-өнеге көрсетіңіздер. Бақытты отбасы сіздердің қолдарыңызда. Соны айтқым келеді. Сұрақтарыңыз болса жауап беремін. Негізінде менің айтайын отырған нәрселерім көп еді, бірақ мен сіздердің шын айтқан кезде уақыттарыңызды алғыларым келмеді. Сондықтан бақытты ана, бақытты әке моделін қалыптастырып, өздеріңіз үлгі бола біліңіздер. Оқи жүріңіздер, рухани дамыңыздар, үйреніңіздер. Ассалаумағалейкум. Енді мынау барлық спикерлерге қарап айтайын деп жатырмын. Жеке осы кісіге болмаса Аманғали болмаса Шәкизатқа сұрағым деп тұрғаным жоқ. Жаңа кері байланыс болу керек дегесін өзімнің де ойымды қосып кеткім келіп тұр. Жаңаөзен қаласының тұрғыны осы мәселеге көптен бізде ой жүгіртіп, осы мәселе қалай шешіледі деп жүрген осы өзімнің тұрғынымын. Енді менің айтайын дегенім, енді біреудің сөзі қате іздеуім емес. Жаңа келген кезде әкесіз бала су жүрек дегенсін. Осы жерде әкесіз балалар болсын, намысына тиіп отырған жоқпыз ба, неге деген сияқты мына жерде аздап ой жүгірткенбіз. Оны енді Аманғали сен жақсы дәлелдедің. Оған рахмет айтамыз. Себебі біз тұра Қашағар атамыздың жетімдігін айтып тұрғанның өзінде Мұқағали атамыздың сөзі бар. Біз жетімдерміз. Біздерге шекірмеңіз. Біз аш жүріп, тоңып жүріп жетілгенбіз. Біздер жетімдерміз деген сияқты. Әбіш Кекілбай атамыз әкесіз өсті, Мұхтар Шерхан әкесіз өсті. Бірақ сол кісілер үлкен жетістікке жетті ғой мәселен. Менің айтайын деп тұрғаным, көп жерде айтып жүремін, бір үйді салу үшін, осы мейрамхананы салу үшін көптеген адам еңбек етті,
қаражат шығарды, осыны әдемі қылу керек, осыны көрген кезде халық келу керек деген сияқты осыған көп еңбек етті. 2-3 рет салды деп ойлаймын осы жерде. Бастапқыда кішкентай болды. Мейрамхананың өзі сол сияқты бір жақсы отбасы құрып, оның ішінен адам деген асыл нәрсені шығару үшін де оңай емес. Сондықтан біз айтып жүрміз, оған бір үлкен мектеп ашу керек деп. Сол мектеп арқылы оның ішінде жаңа айтқандай жан дүниені де қосу керек деп айтып жүрміз. Себебі ақыр заманда ақылшы көп болады деп көптеген ақыл айтып жатыр, бірақ кері кетіп бара жатыр біздер. Соның ішінде мен қосып сіздер ел арасында жүргеннен айтатыным мынандай нәрсе бар. Бізде осы өндірісте бір мекеме басқарып отырған жігіт бар, сол әкесі өсті. Сол жігітті мамасы тәрбиелеп, яғни адалдықпен пол жұмып дәлелдеп, қазір баласы мамасын алақанын салып өмірден өткізді. Енді сол жерде айтайын тұрғаным, бір адалдық дейтін нәрсе бар. Мысалы бір әкелер болады, қоғамнан жырып, анадан жырып, үйге келіп білдіртпей отырғысы келеді, бірақ ол нәтижесін беріп тұрады. Жауапкершілікке тартамыз, әкімшілік бұзушылық туралы хаттаманы ата-анасынан. Бірақ көп жағдайда полиция қызметкерлері почему-то оны енді әкесі жұмыс басты болғасын, соған кесірі тимесін деген негізбен шығып, аналарын тартып жатады. Бірақ аналарын тартып жатқан кезде, міне 15-16-дағы бала автокөлік тізгіндеп кеткен, ол баланы шақырамыз, сот барысында былай айтады. Бір менің тәжірибемде болғаны, ол бала сыра ішіп автокөлік тізгіндеген. Соны мен сұрайын, оның неге заңға қайшы екенін білесің ба? Неге сен жасың да жеткен жоқ қой? Десем, жаңа бала былай айтады. Папам солай жасайды ғой? Мамасын 10 суткіге қамайын, қазір соған жасаған ұнай ма десем, жаңағы баланың көзі өлді деп, бүйдей, сот ханым мамамды қамамызшы, папаммен ауыстыруға орны бола ма дейді. Бүгінгі таңда жаңағы әріптесім айтып кетті ғой, жас болса да жаңағы бүгінгі таңда әке бізге ой айту емес, ой салу деп, сол әкелерге, наоборот, сол әкелерге құлақ қағыс қылып айтып жатқаным, сендер соны жаңа жұмыстан шаршап келдім деп, бір бутылка сыраны ішіп алып, автокөлік тізгіндеп, әрі қарай жалғастырмақшы болып достарына кеткенді көріп отырған бала соны жасайды, бірақ содан көріп өсті ғой, соны қамаңызшы, мамама демекші дейді. Көріп тұрсыз ба? Соны айтқым келеді. Рахмет. Қазір қоғамда үлкен бір маңызды мәселелер бүгін талқыланып жатыр. Өте жақсы, мына әкелер өте мен жақсы көріп отырмын, бәріне қатынасып, мұндай болмайды деп өзі, өте жақсы. Енді болашақта әрине бір нәтижесін табады деген ойдамын. Осы жерде Аманғали айтыңыз ба, мына Жапонның бір мәселесі айтыңыз ғой. Бір отбасына мектеп сыныптың жетекшісі шақыратын ата-аналар. Сол енді как раз мен жаңағы осы 18-ші мектептің сонда ата-аналар кеңесінің жаңағы несінде мүшемін. Кейде бір жиналысқа шақырамыз ғой, сонда керек әйел жолдастар керек, қарындастарымыз керек, мына ер адамдар көп көрмейді. Менің айтарым, мына өндірісте сол әлде мен айтып та жүрмін. Кені мына 80% қазір өндірісте ер адамдар осы өзінде, солай қойды. Особенно мұнайда, басқада. Сосын енді әкелері туралы көбірек әңгіме қозғау керек. Жалғыз 18-ші мектепте емес, барлық оқу орындарында бәрін жерден қозғау керек. Бұл үлкен бір мәселе. Қазір осы отанымызда, елімізде бұл мәселе көп қаралып жатыр. Кешегі жаңа Қасым-Жомарт Тоқаевтың да әңгімесінде осындай мәселелер қалады жаңағы жолдамада. Менің айтатыным, әкелер туралы мектеп сірә бар ғой, біле ме? Әкелер туралы. Соны енді ашады шығар, сол ашсыз екен. Соны бұрындағы бір әңгімелер айтады ғой, әкесі жұмыста келгенде шешесі айтады, тыныш отыр, әкең шаршап келді жұмыстан. Ертең сондай әңгімелер көбірек болу керек, жаңағы отбасында. Сосын мен бір сұрауым, десіп қарындасым. Мына сотта бір ажырасу туралы енді әңгіме көп қой қазір өсіріп жаңағы. Ол енді қасқасы шақырақ шайға алып, кішкене бір, ол енді кішкене үлкен бір жағдайсыз жағдайлар. Мына алқабей бар ма осы? Алқабей
шақырғанда солар бір нәтиже бере ме бұл жерде? Соны бір сұрайын. Рахмет сұрағыңызға. Алқабилер бар, алқабилер бірақ аса ауыр қылмыстар бойынша ол Ақтау қаласында мамандандырылған қылмыстық істер қарайтын сотта алқабилер қатысады. Алқабилер жаңағы 15 жылдан жоғары жаза тағайындаған кезде ғана алқабилер қатысады. Ал мынау біздің қалалық сотта біз мұндай аса ауыр қылмыстарды қарамаймыз. Біз орташа дәрежедегі қылмыстарды қарайтын болғандықтан алқабилер бізде қатыспайды. Жаңағы отбасы ажырасып жатыр. Бұл үлкен ауыр қылмыс бұл. Татуластыру орталық шығар айтып отырғанымыз, иә? Медиаторларда жаңа кәсіпқой медиаторларда жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар кәсіпқой емес медиатор, судья медиатор дегенді қазір шығарып қойды ол. Қазір арыз сотқа түскенге дейін сол сотқа дейінгі тәртіп анау медиаторға барып татуластырушы судья сол 10 күн бойы солмен жұмыстанады татуластыру мақсатында. Мына экранға назар аударуыңызды сұраймын. Хадиша, дауысын шығаршы. Мен қараңыз, алғашқы рет осы аналар кабинеті әкесіменен, баласыменен әкелеріне қатысып отыр. Атасы бар, әкесі бар, қараңыз міне. Қайғыдан сәлеметсіздер, өте керемет әңгіме болып жатыр. Мен осы Жаңаөзен қаласының тұрғыны Гүлмира Төлегенқызы, соның ішінде Шакизат мырзаға рахмет айтқым келеді. Өте терең әңгіме айттыңыз. Жас болсаң жаңа аңтар болып отырдым. Өте ойшыл адам екенсіз. Енді менің айтатыным осы жерде отырған жастар оқушылар тыңдаңдарсыздар. Бір нәрсе айтайын, мынау деген өте маңызды. Біздер ертеңгі күнде ұрпақ ұстай алмаймыз. Неге? Себебі мән мағынасы жоқ. Жаңағы өмірді сүріп жатырмыз мына сол күннен. Тәрбиелейтін, баланы жетелейтін, действительно әкелері жоқ, шешелер, әйелдер басы болдықты ғой, сосын үшін қатты құтырған заман деп тағы шығасыңдар. Қалай құтырмайды, дымға араласпайсыңдар. Ең бірінші еркектер нені өзгертесіңдер өздерінде? Боғау сөздерді өзгертіңдер. Жүйелі қарғыс жүйесі табады, жүйесіз қарғысты есін табады дейді. Ауыздан шыққан әрбір сөз шын жүректе өзінің ұрпағына тиер. Ең бірінші ер азаматтар әкелер соны жойыңдар. Айтатындар тек әкең, шешең, тек білер деген бір сөз қызда балада бәрі айтасыңдар. Ұят емес пе? Қарғыс ол. Жаман сөздің бәрі, паразит сөздің бәрі қарғыс. Өз жолдарын өздерің жабасыңдар. Әкелер жүрсіңдер ма, мәшін жоқсаңдар да, шеге қақсаңдар да мұқтанып, сол кезде сіз өз ұрпағыңызды мұқтап жатсыңдар. Сосын мына жерде баланы тәрбиелеп өсірген ой тоқтамай қатын басына кетті, бала басына кетті. Бағынамыз, ақылды, терең мынандай әңгіме айтса, әрбір әйел бағынады мынандай. Шакизаттай күйеуге әрбір келіншек бағынады, тыңдайды. Себебі терең ойлап айтып отыр ғой ол деген. Жағаны ашып біледі, дәлелдейді. Дұрыс па? Дұрыс па? Сосын мына айтады, абай атам айтып кеткен екен, өзгермейтін адам болмайды, өзгергісі келмейтін адамдар мен. Бәрін өзгересіңдер. Өзгеріңдер, оқыңдар, тоқыңдар. Себебі мен өзімде 3 баланың анасымын, мен өзгерем, бірақ күйеуім өзгермейді. Ой, мен солай жаратқан, мен сондаймын дейді. Жоқ, өзгереді адам. Оқып, тоқып, бірге негізін жаны ашса. Сосын кеше бір тиктоктан мен бір әңгіме салдым. Қыздардың ішінде шайдың басында айтқан әңгіме тиктокқа салып жіберіп қырылып жатыр Қазақстан болып. Неге талап жатыр еркектер? Неге әкенің жақындығы жездедей деп жазып жібердім ғой мен. Әкенің жақындығы жездедей деп ертеде естейтінім түсінбейтінім мен осы мектеп оқыған адаммын. Мән мағынасына байына бармайтынмын сөзім. Сол кезде соны жазып жіберді, сосын сол әңгімені былай өрбіттім ғой. Оказывается, табиғатынан ер адамдар баланы әйел арқылы жақсы көреді екен. Әйелді сүйсе, баланы сүйіп, жанын ашып бағады екен. Әйел сүйіп ажырасып кетсе, жаңағы 4-5 баланы тастап, басқа әйелдер бала шағасымен алып, бағып жүре береді де өз баласы қала береді деген әңгіме айттым ғой. Вот сол кезде еркектер шықты. Ой, біз жақсы көреміз дейді. Жақсы көрмейсіңдер, жақсы көре алмайсыңдар. Себебі сіздер бала тумайсыңдар, таппайсыңдар. Әйел адам тікелей табиғатынан бала екеуі байланысты, сол үшін шырпыр болады. Әйелді 40 шырақтап жаратқан, еркек 1 шырақты. Әйел болмаса еркек күйреп кетеді. Соны мойындау керек те, әйелді бағу керек, әйелді аялау керек те, балаға қамқорлық жаңа өміріне араласу керек. Шешесі біледі, шешесі жасай деген әңгімені қою керек азаматтар сіздерге. Азаматтар өте жақсы өтті, бәрі нормалды. Біз тәрбиені қайдан бастайық? Мына отырған әкелеріміз біз өзімізден бастайық.
бісміллә, ассалаумағалейкумнан бастайық. Сосын міне қазір бәріміз көріп көшелеріміз аспап болып жатыр ма? Асфальт 1000 айдайды, 1100. Ол кімдір? Сақалды балдар бар, соның 5 баласы бар. Ізінен қуып жатыр, айналайын өтемеді. Не, бірдемеңді басып кеттім бе? 10 күн түскенде бар көшелер. Біз сада сенімді құрметті жаңағы. Өзімізден бастауымыз керек, өзімізден осы отырған өзімізден бәрі бізге емес, әр ішінде білет бар, әкеңіз балаңыз, өзімізден бастауымыз. Ізінен барып айналайын сен, біреуді басып кетесің ғой, не сені басып кеттің бе дейді. Басқаннан кейін уже қолды болады. Соның үшін біз ассалаумағалейкум бірімізді. Біз үлкен кісілерге қазір бар, үлкен кісілеріміз ассалаумағалейкум десем бетіңе қарайды. Саламағалейкум, сен мені танисың ба дейді. Ау, ассалаумағалейкум деген бісміллә ол, үлкен балдар қандай. Біз мекемелерге барғанда жұмыспен сәлем әлсіз бе дейміз. Дейміз бе басқа шыққан үлкен адамға сәлем бермейді. Дұрыс па? Бәріңіз қолдаңыз olsun. Біз любой жерге барған тек мекемеге кіргенде мына қызға сәлем әлсіз бе дейді. Ал далада үлкен адам келеді ма? Бай-бай бетіне қарап тұрамыз. Біз өзімізден бастайық, отбасы, өзіміз. Сонда біз тәрбие береміз жастарға. Ал осы қолға алайық. Рахмет, сау болыңыз. Әке деген бойында аққан қаның шыққан тегін